Армысыздар, құрметті достар, менің жазушыларым. Бүгін мен қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері, бірнеше рет депутат болған азаматпен Амалбек Шамов мырзаның үйіндеміз. Бүгін енді біраз сұхбаттасайық, әңгімелесейік. Қоғамда болып жатқан жағдайлар жайында, биліктің қазіргі әрекеттері жайында, қаңтар жайында. Рахмет сізге, Амалбек аға, осылай келісім бергеніңізге. Сіздің кітабыңызды оқыдық, ол жерде өзіңіздің естеліктеріңіз бар. Не жасадыңыз, қандай еңбек жасадыңыз, осы халықтың мүддесі үшін қандай да бір іс-шараларға араластыңыз, осы жөнінде өте пайдалы кітап. Өзім оқырмандарыма айтарым, осы кітапты алып қарасаңыздар болады. Көптеген біз білмейтін дүниелер осы кітапта жазылып кетті. Мен енді өзім жақын арада Қызылордаға барып келдім, қаңтар бойынша. Осы қаңтардан бастасақ, неге десеңіз, енді менің көрермендерім осы қаңтар бойынша көптеген сұрақтарға жауап іздеп жатыр. Мен өзім шамам келгенше ақпарат жинап, осы халыққа таныстырып жатырмын. Қаңтардан кейін бір кәдімгідей бір спецоперация болды деп бізге айтты. Яғни мемлекетті төңкерісшілер алаңға шығып, солар билікті күштеп өзгертпекші болды деді. Сіз осыған келісесіз бе? Ойыңыз қалай осы бойынша? Бірнеше ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлер түрмеде отыр. Бұрынғы Кәрім Мәсімов ұлттық қауіпсіздігінің бастығы болды, түрмеде отыр. Қайрат Сатыбалды, енді Самат Әбіш сотқа не тартылады, не тартылмайды деп жатыр. Осының бәрі көптеген сұрақтар туғызады. Осы жөнінде айтып жіберсеңіз. Енді мынау айтады ғой, жатқан тастың астынан соқпайды деп. Егер бір қозғалыс күш, бір қай жағынан болсын, халықтың жағынан ба, билік жағынан ба, осы қазіргі болып жатқан мемлекетіміздегі әлеуметтік жағдайдың, осы халықтың осында қиындыққа ұшырап, барлық қандай бір осы әлеуметтік өмірге байланысты нәрсе бәрі әбден қымбаттап кеткен бізде. Шындығын айтқанда, халықтың алатын айлығы ол тиын тебен, күнкөріс деген өте ауыр болып кеткен. Былайша айтқан қазіргі деректерге қарасақ, 80% халықтың бәрі де осы кредиттің үстінде отыр. Сондықтан да сол кезінде мына Жаңаөзендегі газдың қымбаттауына байланысты деп басталған мәселе, сол енді ұшына келе осындай үлкен бір қозғалысқа айналды. Шындығында да бұл біз қазақ халқы өте бір көмпіз жайдар халықтардың біріміз. Аташке дүниемізде мүмкін әртүрлі жатуы мүмкін, мінездер. Себебі ол мінез жату дегенім біздің осындай кең аймақтың бәрін өзіне сақтап қалып, бізге сол аманат қылып тапсырудың өзі, оның өзі де ол әр халықтың, әр ұлттың қолынан келе беретін нәрсе емес енді. Сондықтан да сол мінездің бәрі де сол кезде ата-бабамыздан бізге сол қалған дүние деп ойлаймын. Осындай жағдайға байланысты мына халықтың әбден ашынып, билікке ашынып, қандай бір осындай бір жағдай болса, соған көтеріліп кететін уақыт келген сияқты. Міне қаңтардың да басталуы содан басталды. Енді мен ол кезде қызмет істеп жүрген республикалық спорт колледжде. Сонда бір жігіттер маған осы жаңағы сол кезде осындай не болды ғой, халықтар жинала бастады. Телевизордан, интернеттен көптеген хабарлар, информациялар жаңағы тарала бастады. Сол кезде мына орталық мешіттен жігіттер звондап маған, аға келсеңіз осы жерде біз осы болып жатқан жағдайды президентке арнап хат жолдасақ, осыны басудың жолдарын өзіміздің соған жаңағы сондай көтерілмей-ақ соның бір ынтымаққа келетіндей жағдайға жеткізу туралы осындай әңгіме етейік деген болғаннан кейін мен соған барайын деп шықтым. Сол кезде ол уже 4-і күн еді. Ол күні жұрттың бәрі жинала бастаған кез. Сол кезде сонда сөйтіп мен сол жерге жете алмадым. Сол жерде әртүрлі адамдар, енді менің көргенім кілең жас жігіттер, жас балдар.
ауылдың балдары тағы да бәрі жұпыны киінген, жайдары бәрі сол төменнен жоғары қарай осы мынау орталық алаңға қарай жиналып жүріп жатқан кез еді. Ал енді жаңағы мен алғаш мысал келтіріп айтқанымның өзі де өзінен өзі болмайды ғой. Егер халықтың қарны тоқ болса, халық өте бір әділетті елде өмір сүріп жатса, ол өзінен өзі ешкім көтеріліп ондай жағдайға жетпейді ғой. Ал бірақ сол халықтың алғашқы жай, олар ешқандай бұл жерде бір зорлық зомбылық жасайық деп жаңа көтеріліс жасап біреуді тас лақтырып немесе таяқпен ұрып бірдеме жасаймыз деген ешкімде ой болған жоқ. Мен көрдім олардың бәрін өсіп. Жай ғана қолы бос кетіп бара жатқан адам жаңағы сол өздерінің ішкі қарсылықтарын көрсету үшін соны билікке білдірейік деген ойменен. Ал енді сондай әңгіменің аяқ жағын оны кейінгі президенттің, енді мен білмеймін, президент мырзаның қандай оймен айтқанын, қалай дәлелге сүйенгенін, енді оның бәрі жабық болып тұр ғой әлі күнге дейін. Міне 2 жыл болады осы қаңтар оқиғасының болғанына. Бәрі жабылма қазан жабылды деп сол бәрі жауып тастап отыр. Қандай ойменен 20 мың осындай террористер келді, солардан құтқаруымыз керек деген. Енді шын айтқанда 20 мың адам келді деген кезде мен өзім шошынып кеттім. Мен есімде осы Алматыда естер хабарларыңызда болса, бір екі адам қару жарағы бар, осында бір жаңағы білгіштер бөлімі бар аудандық. Бүтісін шығармады. Көлікбаев қазір түрмеде отырған. Иә, сол кезде соның бүтісін шығармады ма Сөнекей? Ол тек қана ол емес, басқа жерлерге де бар, алаңсап 2 адам. Сонда мен сол есіме бірден сол есіме түсті. Сонда 2 адам егер осындай бүлік жасай алатын болса біздің елде, онда 20 мың адам деген вообще халықты қырып кетеді. Ол не деген масқара болатын болды деп, шынымен мен соған сеніп сондай ойда болдым алғаш. Біртін Сөнекей мынау ОДКБ-ға жаңағы президенттің соған үндеу жасап бізді қорғап қал деген кезде, әлбетте мен де осы биліктің талай қызметінде көрген адам, халықтың ішкі жағдайын да білемін. Биліктің де кейбір істеріне, әрекетінің бәріне де хабарым бар. Мен ойладым, сонда біздің өзіміздің, ол бұрыннан да болып жүр ғой енді ондай жағдайлар. Біздің өзіміздің ішкі істер министрлігінде сол милициялық қызметтің өзінде 70-80 мың адам, одан артық болмаса сондай қызметкерлер бар. Бізде әскер бар. Сонда 20 мың террористке сонша әскер, сонша енді жалпы болғанда кемінде 200 мыңдық қаруланған азаматтар бар ғой біздің елде. Солар қалай 20 мың адамға қарсы тұра алмайды деген ойлар келді шындығында. Бірақ біртін біз көзіміз жетті, ол ешқандай ондай террористердің олай болмағаны. Бірен-саран арандатушылар болды. Енді ол барлық уақытта да болып келген, ол шындықты халық та біледі, биліктің өзі де біледі, оны соны жасап жүрген. Осындай халық жиналып, өздерінің әлеуметтік жағдайын көтеру туралы, осы ішкі жағдай туралы әңгіме жасап, жиналып, осы айта бастаса, оларға бір арандатушылар пайда болады. Кәдімгі жұпыны киініп алған, кәдімгі солар алған жейді. Ал енді қазақ қызуқанды халық қой, былайша айтқанда, бір қағанда. Қызуқандығын сіз қазақтың мынау атқа мінген кезде көрсеңіз, біздің мынау көкпар шапқанда, осы ат жарыстары болған кезде, әсіресе көкпарда мен талай бала кезімізде мысалы ауылда жүрдік қой, көкпарға барып, атқа мінген қазақ, ол арқалы қазақ, ол уже басқа қазақ. Ешқандай ол оң солына қарамайды, аттан құлаймау деген басқа жоқ, ол арасына кіріп кетеді де басып. Бұл жерде де тура солай болды. Жас балдар, оларда ешқандай ой жоқ, олар террорист емес. Егер террорист болса бірен-саран болды, енді ол сақалдылар енді жүрді. Кейін мен енді осында жолдастарымыз тұрады, осында микрорайондарда басқа солар айтты, андай машинаға мініп бір жаңағы сақалдылар бірен-саран келіп аспанға мылтық атып сөйтіп жүрді деп. Енді ол былайша қарап отырсаңыз, бұның бәрі де осы істе бұрыннан бір дайындығы бар бір топтың болғанын байқатады. Осы істе. Енді оны қазір енді болжамдар көп қой. Оны енді мына Назарбаевтың, бұрынғы президенттің адамдары істеді, мынау Қайрат Сатыбалдының топтары, жаңа сақалдылардың істеп жүрген тірлігі деп себебі
қазір жұрттың бәрі сақал қоятын болған ғой, сол сақалдылар шындығында да көп болды деп айтып жатыр бәрі де. Солардың арандатушыларын туған нәрсе ары қарай сол айланып келгенде Водиковаға жаңағы соларды шақырғаннан кейін ол сырттан келгендер аяй ма? Біз енді 200 қанша 30 адам дедік па, сондай қайтыс болды дейді. Шын мәнінде де мен ойлаймын одан бірнеше есе көп. Себебі кілең оқтың астында жүрген сонша топтың арасында бір 230 адам қайтыс болды дегенге мен сенбеймін. Ол кемінде бір 1000 адамнан артық жаңағы оққа түсті десек қателеспейміз. Бірақ сол бәрі де сол биліктен қорыққандықтан ешкім айтпайды. Біз енді өздеріңіз білесіздер, баяғы желтоқсанның уақытысында да желтоқсанның да әлі ашылмаған сыры қайда жатыр, қанша болды. Біз содан бері 30 жыл тәуелсіз ел болдық. Сол 30 жылдың ішінде де ашылған жоқ болды. Осының бәрі де бізді, мен де жай адамның бірі емеспін, сол өмір бойы қызмет істеп. Осындай биліктің ортасында болған азамат есебінде маған да сол жұмбақтың қаншалықты қажеттігі бар деген ой келеді. Сондықтан да сол күмән, соның бәрі де әлі күнге дейін сол айтылып жұрттың ішінде отыр. Ол бұл адамның өмірі деген адамдар мына пружина сияқты ғой, кәдімгі жаңағы қысылып келеді, бір күні қатты атылады былай. Бұл сол кездегі халықтың сондай көшеге шығып көтерілуінің бәрі сол өздерінің жаңағы әлеуметтік жағдайына, осындай әлемдегі ең бай елдің халқының сондай бір бейшарашылық өмір сүріп тұрмыс құрып жатқанына ызалықтан, сондай соның бәрі іштеріне қайнап шыққан жастар ғана. Мен ойламаймын солардың ішінде бір террористік бір ұғым болды деп. Енді террорист болса, бірақ қырғыз террорист болды. Онда жаңағы ұстап алып. Ақыр соңында террорист болмай шықты. Террорист деп шығарып, енді әйтеуір біреуді шығару керек болды ғой. Сонымен о да бітті. Мінекей осының бәрі де біздегі қоғамда ашылмаған нәрсенің көп екенінің, үлкен бір сұрақтың бар екенінің бір белгісі. Үлкен бір сұрақ бар екен. Неге ең бірінші келгенде Тоқаев мырза біз жаңа Қазақстан құрамыз, бізде әділетті Қазақстан болады деген ұран тастады ғой. Мен де қуандым бір адамдай. Бәріміз де пендеміз ғой бізде. Мен де бала шағам бар, ағайын туғаным бар. Мен де қуандым. Қалайынша өз басым қанша қызметте болғанымен, менің өмірлік ұстанымым барлық кезде демократиялық осындай құбылыс болғанын қалап жүрген адамдардың бірімін. Мысалға, былай адами түрде қарағанда, енді кезінде сол 90 жылдың басында мен сол министрлік қызметке кеткен кезінде сол кезде Қасым-Жомарт Кемелұлы сол кезде министр болып тағайындалды. Бірқатар біздер сол министр. Сыртқы істер министрі болды. Сыртқы істер министрі болып тағайындалды. Мен құрылыс министрі болып тағайындалдым. Менің өзімнің жұмыстарым ол енді хозяйстволық жаңағы жұмыс, ол кісі жаңағы дипломатиялық жұмыста. Одан кейін де ол кісі ООН-да мүше болды, Европаны көрді. Енді егер біздің Қазақстанда бір адам демократияның негізі неден тұрады, демократиялық елдер қалай жақсы өмір сүріп жатыр дегенді білетін бір адам болса, ол мен ойлаймын сол Тоқаев мырза деп. Ол кісіден артық кім болуы мүмкін, егер өмір бойы дипломатияда жүріп, соның ортасында жүрді. Ал енді қазір басында биліктің негізі алғашында сол бұрынғы президент жаңағы биліктің бір шетін бәрін өзінде қалдырып жүрді деп солай болды ғой, 2 жылға таяу уақыт, қаңтарға дейін. Ал енді қаңтардан кейін 2 жыл өтті. Барлық билік бір қолға өтті, оны мойындады, кейін қайтадан сайлау болды, сайлауда өтті, 85% болды па, солай болды. Енді сондықтан да сондай бір демократиялық елді құруға кім кесік келтіреді деген сұрақ мен өзім бойымда бар менде. Мен ойлаймын, әрбір қазақтың, әрбір саналы азаматтардың ойында бар деп ойлаймын. Әлбетте, ол демократиялық дегенде Европаменен бізді салыстыруға болмайды. Бізде қазақтың өзінің ерекшеліктері бар. Бізде де ұрылық жағдай бар, мысалы үшін жаңағы жүздік, соған байланысты ашып айтпағанмен іштей соға жанашырлық или бір-бірімен қарым-қатынастың
бір жіңішке көрінбейтін жіп сияқты бар екеніне біз жасырмауымыз керек. Соны лайықтап та демократиялық ел жасауға болады ғой, мысалы үшін Сингапур сияқты. Иә, ол қатаң тәртіп орнатып отырып, талап ете отырып, бірақ демократиялық әркім өз өмірінің жолында өзі жүру керек деген сияқты. Сол осы мәселеге келгенде маған ол түсініксіз, өз басыма түсініксіз, біз неге сол жолды таңдамаймыз деп. Кешіріңіз, мына жерде Тоқаев туралы айтып кеттіңіз. Ол жаңағы шетелде жұмыс істеді, сыртқы істер министрі болды, тіпті жаңағы біріккен ұлттар ұйымының Мүшесі болды ғой. мүшесі, жаңағы төрағасының орынбасары болды. Үлкен қызмет қой. Сондай қызметте отырып, жаңағы шынымен демократияның иісін сезініп, көзімен көріп, сондай үлкен тәжірибеден өткен адам неліктен қазір демократияның өзіне балта шауып жатыр? Бізге мысалы конституцияны өзгертті деді, иә, референдум болды деді. Шын мәнінде қарасақ, өзгерген түк те жоқ. Әшейін бір екі сөздің жаңағы орнын ауыстырған сияқты болып тұрды да. Бізге жаңағы айтты, елбасыны жаңағы статустан айырамыз, анау мынау деп. Бірақ конституцияны қарасақ, бұрынғы жаңағы президент өзінің жасаған қылмыстары үшін ешқандай жауапқа тартылмайды екен. Ол халық қойған, ешқандай әділет сайлау өткен жоқ. Биылда мысалы депутат жаңағы мәжіліс сайлауы болды, мәслихат сайлауы болды, көптеген фальсификациялар болды. Яғни ескі Қазақстанның жүйесі әлі тұр. Осыны өзгертуге Тоқаевқа не кедергі, әлде кім кедергі? Дұрыс, өте жақсы вопрос. Бұл меніңше әрбір қазақтың осы күнге дейін түсіне алмай келе жатқан көкейкесті сұрақтарының бірі деп ойлаймын. Олардың ішінде жүрген үлкеннің де, кішінің де. Ал енді жаңа айттым ғой, мен енді бұл кісі сол демократияның ортасынан келген адам, бәрін біледі, соның бәрін демократиялардың дамыған, қалай олар дамып халық үшін, жалпы мемлекеттің негізгі мақсаты халықты төбеге көтеру. Солай ғой, біз конституция жазғанбыз, бәріне неге халық дейміз, бірақ халық ең төмен бейшара халық, билік төбеде жүр. Мен оған бірнеше дәлелдерім бар, оны айтармын жаңағы осы менің бойымда. Ал енді о бастағы сайлаудың өзі осы президенттің кезінде теледидардан жаңағы маған осыдан 3 жыл бұрын жаңағы Назарбаев айтты, сен келесі президент сен боласың деп о бастан дайындап қойғанының өзі осыған үлкен сұраққа жауап болған сияқты. Себебі ол қаңтардан кейін енді ол бұрынғы президенттің отбасы өзі сол кішкене былай тыныштыққа отырып арты не болар екен деп біраз күткен сияқты енді. Ал енді соның ар жағы, бер жағын өзі көріп жатсыздар, осы 1-2 жылдың ішінде бұрын соңды өмірі халықтың алдына шықпаған ортаншы қызы келіп, жұрттың бәріне медаль таратып жатыр. Өзі бір үлкен жаңа форум өткізіп жатыр. Сондықтан да бұл кісі еш жаққа кеткен жоқ. Бұл кісі осы жерде осы бұрынғы басшылықтың сырттай негізін соны қолға алып отыр деп ойлаймын мен. Себебі жаңа айттым ғой, мен қайта соған келемін жаңағы сөзге. Енді Қасым-Жомарт Кемелұлының соншалықты бұл кісінің болмысы да солай, былай демократиялық жаңағы өмірге бейімді сияқты. Жалпы өзі де бұрында бізде қызметтес болдық қой, бірақ ол кісі көпшілікпен араласып, былай несі жоқ та өзімен өзінде өз өміріне өзі жауапты солай жүретін адам. Ал енді қазір мүмкін жасағысы келсе де сол жасай алмай жүрген бүгін берілген бір уәделер бар араларында. Немесе қазір халыққа үндеу жасап, халыққа арқасына ұстап айтуға болады ғой халыққа, мысалы үшін. Міне мен осындай жасайын десем, мынандай мәселелер болып тұр. Кезінде мүмкін айтылған шығар деп, егер халыққа айтса, халық әлбетте қолдап осындай өтеліп кететініне ешқандай мен күмәнім жоқ. Сондықтан бұның бәрінде де сол бұрынғы, енді қазір былай сонда бір мода дейміз ғой, модны болды ғой, бір ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген. Сол ескі Қазақстанның барлық биліктегілердің
негізін қалап отырған солар екенінде ешқандай күмән жоқ. Мен де олардың көпшілігін танимын, бір 80% танимын десем қателеспеймін. Бұған ең үлкен дәлел кешегі енді марқұм болған інісі Болаттың Астанада берген асында жиналғандардың сөзінен ақ білуге болады, уже бұл ашық дайындық. Енді білесіз ғой, енді Қуаныш Сұлтанов дегендеріңіздің сөздерінен кейін жылағым келеді. Енді сондай бір жалынды сөздердің бәрін ойлап тауып, ең бір мықты. Сол сияқты ораторлардың бәрі жиналып сөйлеудегі айтылған әңгімеден ақ мен түсіндім, өмір бізде ештеңе өзгермегенін, өзгермейтінін де. Ол енді мінекей қазір көріп жатырмыз. Немесе ешқандай кесір кедергі жоқ. Халық сайлап отыр ғой, солай ғой. Енді бұл кісінің де өзінің халықтың алдында жауапкершілігі бар ғой. Ол халық білмейді деп ойлайды. Біз өмір бойы халықты бейшара деп есептейміз. Халық ештеңе түсінбейді. Түсінбейтіндер бар шығар, бірақ олар аз. Көп нәрсе өз күнін көргеніне мәжбүр жүргендер, бірақ негізгі жұрттың бәрінің сауаты бар, біледі олардың бәрі. Ал енді соны айтайын десе, оның бәрін жаңағы сәл пікір білдіріп айтса, ол жаңағы осындай жаңағы неге билікке қарсы деген сондай ұғым туғызып жатыр. Мысалы үшін кейбір қамалғандарға мен ойша таңғаламын, қалай бұндай адамды. Мысалы үшін мына Жыланбаев па? Марат Жыланбаев, иә, марафоншы. Ол кім? Сол айдалада жүрген Мұхтар. Мұхтарды мен де жақсы білемін. Өте сауатты жігіттердің бірі, солай ғой. Енді оны, мен де мүмкін ішімнен оның көп ұнайтын жерлері бар оның. Бірақ сонымен мен таныс екенмін деп енді апарып едім, бізді қамай ма бір 10 жылға? Мен де жақсы танимын. Менің де соның сөздерін тыңдайтын жерлерім бар. Мен адаммын ғой мен. Оның да пікірлері бар, дұрыс айтып жатқан. Басқасы да бар шығар, бірақ сондықтан бұл деген қандай демократия, қандай біз ашық мемлекетпіз, қандай жаңа мемлекет, жаңа Қазақстан. Бұл деген ешқандай ешнәрсе қазақилық болсын, заңдық болсын, ештемеге сыймайтын нәрсе. Сондықтан да бұның бәрі де ештеме өзгермеді, сол бұрынғы жалғасып жатыр, одан да қатты болып кетті қазір. Қазір одан да қатаң. Кешегі өзгерткен заңдардың бәрі осы биліктің жаңа күшін ары қарай нығайту туралы, биліктің сақтап қалуды нығайту туралы болған заңдардың қосымшасы. Өзіңіз айтып отырсыз ғой жаңа. Сол бола ма сонда? Сонда қандай жаңа Қазақстан? Неге біз демократия деген сөзді алдымызға салып, халыққа мүмкіндік бермейміз? Қандай кінәсі бар қазақтың халқының? Мен соған түсінгім келеді. Бейшара халықтың қандай, бейшара деп айтамыз біз халықты. Бейшара халықтың қандай осы жерге еге, ата-бабасының бәрі осының жауабы. Бәрімізді ата-бабаларымыз сонда болған шығар енді. Білмейміз, ағып-тектерімізде нені не істеген. Менің де бір 4-ші бабам болған Тоқабай деген кезінде Қоқан хандығымен соғысты кітапта жаздым. Ол Қоқан хандығымен соғысып, Сайрамдағы үлкен соғыста сонда қаза тапқан. Олар да сол қан төкті, сол біздің болашақ үшін, біз үшін. Сонда соған неге болып отырған халық? Бары жоғы 20 миллион халық. Осындай әлемдегі ең байлығы жетіп жатқан елдің халқының бейшара болып отырғаны биліктен басқа кімді кінәлауға болады? Халық өзін өзі билей алмайды ғой, солай ғой. Міне сайлады, президент сайлады, әкімдер тағайындап жатыр, депутаттар. Енді осының бәрі осы халық үшін, халықтың қарнын тойғызып, халық деген марқи осы тірі кезінде олар көру керек қой осы байлықты. Өлгеннен кейін сен ол мақта, жаманда олар тұрған ештеме жоқ. Тірі кезінде өмір бойы өмір сүріп осындай бай елде тұрып, пәтерге еге бола алмай жүрген жүр, бала шағасы жылап. Өткен жолы 5 баласымен жанып кеткен анау отбасыға кім жауап береді? Соның бәрі өзінен өзі ма? Солардың өзі ақ бізге үлкен сабақ болмай ма? Біз үшін. Себебі соның өзі бір болған нәрсенің өзі ақ басшыға. Мен өзім солай қызмет істедім өз басым. Мен ол өзімді мақтайын деп отырғаным жоқ, бізге бағаны халық береді ғой. Солай ғой, мен бірақ көп қызмет істегенім жоқ. Бірақ мен үшін әрбір айтылған сын ол өзіме оқтай қадалады. Себебі мен өзім солай тәрбие көрдім. Біз 4 ұл 4 қыз өстік, атамыздың, әке-шешеміздің, ол 2 анам болды. Сол 2 анам 2 жағында отырып, балам, мынау бала дүниеге келгенде несібесін Алла тағала береді, несібесімен туады. Сен еш уақытта ешкім ала жібін аттап өтпе деп 2 жағынан отырып өтті. Мен соны қолымнан келгенше сол 2 аманатты орындадым деп ойлаймын, мен соны келе жатырмын.
мен кедей емеспін, ештеңемен жергілікті өмір сүріп келе жатырмын. Мен қызметіме байланысты, мен осы қызметтің бәрін өттім. Сондықтан онда зәулім үйде тұруға, астыма жақсы машина мінуге менің толық хақым бар, ол мүмкіндігім бар. Бірақ мен еш уақытта бірдеме бір дүние жинап, миллионер болайын, миллиардер болайын деген ондай үміт күткен жоқ. Ешқандай маған оның қажеті жоқ. Менің өзімді асырайтын жағдайым бар, жетеді, Аллаға шүкір. Алланың берген несібесі маған жетеді, мен соған тәубе етемін. Сондықтан да біздің ең негізгі ойымыз сол халықпен ашық әңгіме жасау. Еш нәрсе жасырын, неге жасырылады? Өзіңіз қараңыз, міне Қасым Жомарт Кемелұлы өте үлкен жақсы мәселе көтерді. Өзі көтерді ғой. Бізде 162 бай бар деді. Солар 50%-тен 55% байлықтың бәрін солар ұстап отыр дейді. Сонымен бітті. Онда неге айтқаннан кейін, А деп аузыңды ашқаннан кейін, соның соңына дейін, сөйлемді аяғына дейін жеткізу керек қой. Ол үшін солардың бәрін неге жасырады? Неге? Олармен байланысты ма? Егер байланысты болмаса, неге жасырады? Президент қой, ол кісі басшы ғой, біз сайладық ол кісіні. 7 жыл уақыты қазір, 4 жыл уақыт өтті ме, әлі тағы да мына кейінгі қосқанымен байланғанда әлі 5-6 жыл уақытысы бар президент болуға. Кім ол кісіге қарсы сенің президенттіктен кетіп жатқан бір адам естіген жоқ мен. Жұмыс істей берсін. Бізге, мен үшін, мысал үшін, кім президент болса да мен үшін ешқандай айырмашылық жоқ. Ең негізі сол айтылған нәрсенің бәрі. Сол мысал үшін, сол 162 адамның мысал үшін солардың дүние мүлкін бәрін тәркілеп, егер заңсыз болса, ол үшін қандай қиындық бар тексеруге, әрқайсысын жеке-жеке тексеруге, кемінде бір 3-4 ай кетер. Соның бәрін жеке-жеке тексеріп, содан түскен ақшаны қазіргі 80% адамдар, қазақтар, күнін көремей отырған. Солардың бұл ақшаның бәрі бұрынғы ақшалар ғой, олардың бәрі уже орысша айтқанда списать етіп кеткен бюджеттің ақшасында, ұрлықта қалтаға салды. Соның бәрі тегін ақша ғой. Сол тегін ақшамен қарыз болып жүрген қазақтың бәрі неге несін жаппайды? Несиесін жапса. Несиесін жауып салу керек. Оған түк көтермейтін нәрсе ол. Мен сіздерге айтайын, мен енді оның бәрін басынан өткен адам, мен білемін экономиканың не екенін, біздің Қазақстанда не бар, не жоқ. Мен 4 рет депутат болдым. Сол 2 рет жоғары кеңесте, 2 рет мәжілісте. Өрде не бар, не жоғын бәрін Құдайға шүкір бір адамдай білемін. Сондықтан соған не кесір келтіреді деп мен әлі күнге дейін ішім ашиды. Неге? Ол түкке тұрмайтын нәрсе. Бірақ әшейін бір шешімменен, президенттің бір ауыз сөзіменен бәрін соның бәрін қалыпты. Кішкене бір күрсініп, бір ух деп, бір демалатын мүмкіндік бар. Яғни мен мысалы өзім ой түйгенім, Тоқаев мырза ешқандай жаңағы өзгерістер жасап отқан жоқ. Әшейін ауызбен айтылған сөз ғой. Шетелге жаңағы заңсыз шығарылған капиталды қайтарамыз деп үлкен компания жасады. Енді мен бұны үлкен бір пиар компания деп санаймын да. Сосын ана кімдер бар, Оразалы Ержанов пен Болат Абилов бастаған жаңағы фонды бар. Олар да жаңағы өздерінше бір ақпараттық жұмыс береді, бірақ енді қолдарында тұрған түкті жоқ, билігі жоқ қой. Билігі жоқ, әшейін бір қызық болғанда екеуі де сол бір үлкен бір пиар акцияның ойыншылары сияқты. Міне, біз де айтып жатырмыз дейді. Анау яғни өзінше оппозиция, Абиловтар, Тоқаевтар енді билік. Біз жаңағы көтеріп жатырмыз, біз сөйтіп жатырмыз дейді. Бірақ шын мәнінде, мысалы, Қолбаевты алып қарайық, әлі күнге дейін сол Халық банк, жаңағы мұнай саласы бәрі соның қолында. Жақында жаңағы Қазэнерджи компаниясының жаңағы лауазымды қызметін босатты деп ақпарат шықты. Басқа адам отырды, ол да жаңағы сол жақтың адамы ғой. Менің ойымша бұның бәрі көзбояушылық, үлкен көзбояушылық. Сосын бір сұрақ, мысалы қаңтардан кейін мынандай бір пікір болды. Егер Тоқаев шынымен жаңағы халықтың алдына шығып, мен қателестім, мені өтірік алдады, жаңағы Масимовтар маған жаңағы 20 000 террористтің суретін көрсетті, мен соған алданып қалдым деп адамша айтса, оны кешіретін еді дейді. Сіз қалай ойлайсыз, Тоқаевты кешіру үшін ол не істеу керек? Ол өте дұрыс айтып отырсыз. Сіз өзіңіз сұрағыңызға өзіңіз жауап беріп отырсыз.
иә, ол халықтың алдынан адам, мынау қазақта бар ғой, тіл кеспек жоқ, бас кесер болса да тіл кеспес жоқ дейді, солай емес па? иә иә, ешкім басын кесіп алмайды. Ол кісі қазір енді осы елді басқарып отыр, президент. Халықтың алдына ашық, бағана бір айтып отырғанымыз сол ғой. Неге біз ашық әңгімелеспейміз халықпен? Халық сонда өзін өзі жома, қазақ қой, басқа ешкім жоқ. Көпшілігі қазақпыз, бейшара болып отырғанда, осы қазақтың бата беріп отырғанда, сол сайлауға да жүгіріп келіп тілек. Біздің халық соншалықты осы қиындыққа әбден қиналған, соларға бір мынандай бір түйірдей жақсылық жасасаңыз, соны түйедей қылып көрсетеді. Сіз өзіңіз білесіз ғой, сіз қараңызшы, міне. Мысалы үшін кейбір бір жасаған мынау қазір сол жаңа коррупция деген жігіттердің бір фитнес клубын алдық деп соны мәз болады. Ол деген жаңағы миллиондаған байлықтарының 1%-іне жетпейді. Соның үшін 0,01%-тегі дүниеттері оның бәрі. Сондықтан да ашуға мен ойлап отырмын, бұл кісіні тежеп тұрған бір үлкен күш бар. Мүмкін істегісі келетін шығар. Мүмкін бұл кісінің де жүрегінде енді мен айтатын болсам, бұл кісі жақсы семьядан, кәдімгі бақуатты семьядан, интеллигентті, былайша айтқанда интеллигентті жазушының баласы ғой. Солай емес пе? Бұл кісі жақсы өмір сүрді, жақсы тәрбие алды, жақсы университетте оқыды. Бәрі ешқандай халыққа бір жаман, мынау халық болмайды деген не жоқ. Мен мысалы үшін айтамын да, осы милицияда жүргендердің, милицияға кіргендердің кейбір балалар, жастар милицияға кірген. Олар өмірінде өзі былай, өмірде ешқандай жақсылық көрмеген, қолынан ештеме келмей, талайдан таяқ жеп, сөз естіп жүріп милиция болғандар көп. Міне, мен өзім ойлаймын, қалай қолын көтеріп, сен милиция бол, көнбедесте өз халқыңа оқ атып, соған қолыңда таяқпен ұрасың. Сен ход 10 рет биліктің қарамағында бол. Мен оның қарсысын демеймін, оның бар. Егер ол шын мәнісінде террорист болса, қолында қару болса, солай ма, атса, террористің өзін заң бойынша аспанға атады, екінші рет, алғаш жаңағы. Содан кейін барып, уже аяғынан атады. Жаңағы өлтіру деген мақсат жоқ жоқта. Не үшін өлтіру керек адам? Адамның өмірін қию деген, өзіңіз ойлап көріңізші, не үшін өмірге келдік? Не үшін өмірге келдік? Менің де бала шағам бар. Мен мысалы үшін, егер бала шағама біреу сөйтетін ататын болса, атады, мен мылтық қолыма қару алып шығар едім, ағайындардың бәрін көтеріп. Ол менің бір бұзықтығымнан емес. Потому что ол менің, ал енді әшейін көшеге шығып, адамдар, не үшін соның ортасына барып сұрауға бір әкімнің шамасы келмеді ғой, халыққа. Біреуі, ол қандай әкімдер? Сол халықтың ортасына барып, айналайын, мен әкіммін, мен жұлып жесеңдер, мінекей мен мына қолым, аяғымды бәрін айырып тастасаңдар. Бірақ осындай, онда кейбір қателіктер бар, өмір солай ғой. Ешкім, мен өзім туралы айтамын, мен періште емеспін. Мен сөзден де, істен де жаңылған уақыттарым көп болды. Мен адаммын. Сол қателігім үшін мен Алладан кешірім сұраймын. Елден кешірім сұраймын, егер шынымен бірдеме асып бара жатқан бірдеме істеген болсам. Соны жасауға болады ғой. Соның бәрін халыққа. Сөйтіп, неге біз өз халқымыздан өзіміз қорқамыз? Өзіміз неге? Неге билік халықтан қорқады деген сұраққа, тоже ол сұраққа мен жауап іздеп таба алмай жүрмін. Не істеп қойды сонда? Билік не істеп қойды? Ұры ма олар? Жоқ, адам өлтіргіш па біздің басшылар? Неге өздері қорқады? Сен сайлады ғой, сен біреуің әкімсің, біреуің министрсің, біреуің. Халықтың ортасында жүрмейсің бе? Барып айт, мінекей мен тапқан табысым мынау. Міне, ешкім сенің қалтаңды қағып отқан жоқ қой. Неге халықтан қорқуымыз керек деген мәселеге біз жауап іздеуіміз керек. Оны айту керек. Президентті айту керек. Әкімді айту керек. Бәрді айту керек. Неге халық? Халықтың ортасында жүр. Халық бәрі түсінеді. Ашуланады, айқайлайды, бірақ басылады. Өз солай болған ғой, өмір бойы болған. Мысалы үшін өзіңіз қараңыз. Кезінде қанша патшалар өтті да, тарихты көрді ғой, фильмдер, көптеген кино бар. Өзіңіз қарап қалсаңыз, патшалар, басшы әкім ба, патша ма, солар соғыс болса, ең бірінші атқа мініп өзі жекпе-жек жасаққа барады. Себебі ол халқын қорғайды. Біз халыққа айтамыз, атты бұйрық береміз. Бұл енді Тоқаев өзі бір қызығы, мына жерде тағы да бір айтып кететін факт, 6-сына дейін
яғни Тоқаев өзі бұйрық берді ғой, ескертусіз оқ ата беріңдер деп. Бірақ қазір белгілі болғандай атыс 4-5 күні басталған. Яғни 4-5 күні бұларға кім бұйрық берді? Мен бірден Назарбаевқа деймін да, ойым соған келеді, себебі қауіпсіздік қызметін басқарып отырған сол кезде Назарбаев болатын. Яғни 6-сына дейін дейік, яғни Тоқаев айтты ғой, енді мен өзім болам, өзім қауіпсіздік қызметін басқарам, толық билік маған өтті деп. Яғни 4-5 күні бұйрықты берген Назарбаев болып тұр. Олай болса, онда жаңағы мына теория заговора дейді ғой, жаңағы бұның бәрі логикаға сай келмейді. Егер жаңағы Назарбаев шынымен бұны биліктен тайдыратын болса, бұл одан адамша өшін алу керек қой. Сен қалай мені биліктен тайдырасың, мен сені түрмеге отырғызамын деп. Бірақ оның орнына жай бәрі қат жүр Назарбаев. Жаңағы Қайрат Сатыбалдыға 7 жыл берді деді, ол біз білеміз, 3 жыл, одан кейін 3 жыл дейді, одан кейін енді келесі жылы жаңағы бостандықта жүрсек, біз таңғалмаймыз да. Бізге жаңағы сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жаңағы інісі Болат Назарбаев қайтыс болып асын берген кезде бұлар бәрі жиналып, өзін шынымен жаңағы ұялғанда шығар, халықтың қаншаға дейін біз жасыра береміз деп. Мен бармын, мен көрсеттім деп. Соған қарап халық ызаланады, айтады. Шынымен де жаңағы Тоқаевқа деген сенімі одан ары түсе береді. Мына жерде енді философский сұрақта, бұл режим осылай қашанға дейін өмір сүре алады? Және бұл қалай бітеді өзі? Өте дұрыс әңгіме. Шындығында да солай. 4 күні басталды ату, 5 күні басталды. Ол кезде шындығында да Тоқаевта жаңағы барлық ішкененің бәрін басқаратын билік болған жоқ. Оның бәрі 2 бөліп тұрды ғой, билік деген бәрі негізінде бәрі Назарбаевтың қолында болды. Ол толық, ол мүмкін де. Ал енді Сөнекеев оның 2 күн атқаннан кейін 3-ші күні ОДКБ-дан келді, басқа келді деген сияқты Сөнекеевге Тоқаевтың солай айтуы, мен алғаш көргенде қарап, мен оқысын былайынша сырттай жақсы білемін, қатар жүрдік қой, мен білемін енді сондай. Бұл кісі ондайға баратын адам емес, мысалы үшін, өзінің мінезі, болмысында ондай бір қанқұмарлық болмаса бірдеме үшін, билік үшін солай істеген жоқ. Мен сонда ойладым, сонда қалай бұл кісі қандай оймен айтып отыр? Бұл Сөнекеев бір жақсы жері, мысалы үшін, біз сияқты производство жүрген өмір бойы, білесіз ғой, біз производство боқтаймыз, айқайлаймыз, ұрсамыз, керек болса жұдырықпен періп жібереміз, жаңа заводта жүрген кезде. Ол өмір ғой біздің. Біз сол заманда, сондай заманда жүрдік, араласып. Кейбіреулер жап болмай баратса. Бұл кісі өте интеллигентті адам ғой. Мысалы үшін еш уақытта мен білмеймін, бұл кісі итті атып өлтірді ме, бір аңға шығып, аң атты ма, атпады ма, мен оны білмеймін. Ешбір солай. Сонда қалай? Бұрынғы анандай 2 күн андай атыс болған кейін 3-ші күні бұл кісіге осылай айтқызуды мүмкін сондай бір мәжбүрлік, сондай бір әңгіме болуы мүмкін. Бұнда әртүрлі версиясы қарау жаңағыдан кейін. Айтпесем, енді соны қазір енді қарасаңызшы енді. Талай болғанда да басқа мейлі ол 1000 емес 230 адам деп аяқ, даже 5 адам болсын. Бірақ сол 5 адамның қаны осы кісінің мойнында ғой. Солай ғой. Сондықтан бұл неге мен ойлаймын, неге бұл кісі өзін тазалап алмайды қазір? Қолында билік бар кезде. Солай емес пе? Халық ұмытпайды ғой. Қалай ол баласын өлтірген әке, ата-ана ол ұмытады дейсіз бе? Ұмытпайды еш уақытта. Ол өлім деген кешілмейтін нәрсе. Себебі мен тарихшы емеспін, бірақ мен оқығанда бір қанның, бір бидің өз халқына сендерді жүргендер үшін атыңдар деген сөзін естіген емеспін мен. Оқығам жоқ. Сіз оқыған шығарсыз мүмкін. Қазақ тарихында тұңғыш болып отырған әңгіме ашықтай. Енді жасырын атулар болды ғой, енді білесіз, Жаңаөзендегінің бәрі де. Онда себебі мен білетін мемлекетте еш уақытта бірінші басшының рұқсатынсыз ешкім атылмайды, ешкімге жаза қолданылмайды ондай. Мүмкін заң бойынша жазалар қолданады әшейін. Ұстап алып, қамау, басқа әңгіме. Ал енді оқ ату деген
ондай нәрсені ешкім мойнына ала алмайды. Біз қазір ана министрді кінәлаймыз, ана ішкі істер министрі атты деп, ол еш уақытта өзі, ол ешкім емес, ол ешкім емес. Тек қана бір-ақ адам саяси шешім қабылдайтын. Сондықтан да ол кісінің қалай соған барғаны, ол шынын айтқанда мен үшін де ол өте жұмбақ. Сондай сөзге барған. Елі действительно бұл кісіні қатты қорқытқан, жаңағы 20 мың адам келе жатыр, олар бәрі қырып жояды, ертең бәріміз быт боламыз деп. Елі болмаса жаңағыдай, жаңа 2 күн атылғаннан кейін, ол жақта енді мына сияқты массовый болған жоқ, кейінгі негізгі ату алысынан басталды. Соған жаңағыдай бір мәжбүрлік бар ма деген ой бар. Енді көзіміз көріп, құлағымыз естігеннен кейін қалай айта аласыз? Анау айтты, мынау айтты деп. Бірақ болжам ғой, бұның бәрі болжам. Әйтпесе әр адамда бір мінез құлық бар ғой, әркімде де. Сондайға бармай, сіз ол кісінің жүріс-тұрысына қараңызшы. Біздің президенттің. Солай ма? Еш уақытта бір жұлынып, жұлқынып жүрмейді. Іштеме, бәр уақытта бірдей, бір қалыпта солай өмір сүрген адам ғой, өмір сүріп келе жатқан. Қазір деп солай да басқарып келе жатқанда. Сонда қалай соған барды деген ой бар. Сондықтан менің енді айтайын дегенім, енді Қасым Жомарт менен кіші ғой, 10 жас кіші менен. Сондықтан мен аға есебінде айта аламын, менің ондай құқым бар. Мен бұл кісі өзі арылу керек. Даже менің өзім ана жазған кітабымда жаздым, арылу деп. Менің арылып біреуді өлтіріп қойған, атып қойған, жеп қойған, ішіп қойған іштемем жоқ. Бірақ бәрібір мен соның арасында жүрдім. Сол осы бейшарашылыққа жеттік біз қанша не болғанда. Сондықтан да мен кітапта да жаздым. Себебі адам енді өзінің ұрпағың бар ғой, атын біз қазақ халқы итің ұр десе намыстанатын халық болмадық па? Солай емес пе? Қазір біз оны кеттік, ондай емеспіз ба қазір? Солай болдық қой. Бұл мақалды мен айтқам жоқ қой. Қазақ итің ұр десе намыстанатын қазақпыз деп айтады қазақ. Әрбір қазақ айтады сөз. Ал енді сол намысы бар қазақ қайда кетті? Сондықтан да ол баласын өлген, күйеуін атқан, күйеуі өлген бейшаралардың несін менің кітабымның соңында сіз оқыдыңыз ба, оқыған жоқсыз ба? Осы туралы толғау бар. Мен ол жерде жаздым. Біздің болашақта мына Лениннің кім екенін білмейтін, пионердің галстугын тақпаған жастар басқарады. Солар келеді. Олар еш уақытта халқын атпайды. Еш уақытта халқынан қорықпайды деп жаздым мен. Сіз кітапты оқыңыз, соның ар жағында. Ол менің тұжырымым ол. Мен соны армандаймын. Сондай балдар кесе, сондай жастар сол елді билесе, ешкімге олар қиянат жасамаса деп. Қалай адамға қиянат жасауға болады? Өлім деген. Мен бәрін де түсінемін. Мен көрдім ғой, жас балдардың аппақ болып жатыр, 20 жасар, 20 шекесінен көрсетті ғой бәріне. Сонда қандай террорист ол, қандай террорист? Ал енді осыған орай менің айтатыным, енді мынау жауап сізге жеткілікті түсінікті ғой. Мен де сол ой тұжырымда күмән бар еді, мен айтамын. Ал енді сол біздің прокуратурада, дейміз, милицияда істейтін қазақтардың соншалықты өз халқын солай қинап, артына бутылка тықты дейді. Айтты ғой сөйтіп. Қинаған дейді. Өлтірді. Өтіп басты дейді. Өлтіруге қандай халық болып кеткенбіз? Қалай сол қазақ солардың да сол жүрген ортамызда. Біреуінің әкпесі бар. Мен ойламаймын сол сондай істегендердің бәрінің жағдай. Ертең оның да басына келеді. Ертең соның біреу сол жағдайға түссе, ол не деп жауап береді? Сонда осындай қарсы шығып әңгіме айтар ма еді? Жоқ, дұрыс деді, дұрыс болды деп, соның бәрі құптар ма екен? Біз неге өзімізді соның орнына қоймаймыз? Біз адамбыз ғой. Дүние дөңгелек дейді. Қазақ босқа айтпайды, дөңгелек. Бүгін келген ертең басқаша болып келіп еді айланып. Алма кезек. Мода сияқты ғой, мода. Иә. Біз кезінде осындай тар шалбар киетіміз, кәдімгі сабындап тұрып киетіміз, аяғымызға студент кезімізде. Сабын болса сыймайды. Сол жаңағы. Ал сол қайтып келіп жатыр. Бір кезде кең шалбар киді, 40 сантиметр жаңағы. Ол да ол. Сол сияқты өмірдің де заңдылығы бар. Алла тағала бәрін реттеп қойған. Сенің барлық қастығың, істеген тірлігінің бәрі алдыңа келеді, балашаңа келеді. Содан қорқу керек адам. Себебі дүние құрылым деген жоқ емес қой, білесіз бе? Неге бәрін үйлестіріп қойған? Өзіңіз қараңыз, адамның ішкі ағзаңызды қараңыз. Бір артық нәрсе жоқ.
сол сияқты адамның қарым қатынасында да бәрінде де ешқандай артық нәрсе жоқ, бәрі үйлесілген. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл кісі қолынан келеді, оған толық мүмкіндігі бар да қазір. Мысалы үшін халыққа үндеу жасап, мінекей халық, иә, осындай осындай болған, осындай келісім болған, егер болған болса, мынандай нәрсе болған, міне мен осыған осындай неге байланысты бардым деп халыққа үндеу жасау керек, міндетті де жасау керек. Мен аға есебінде, жасым үлкен аға есебінде мен даже айтар едім, солай айтса бұл кісіге халық түсінеді халық. Себебі де мен тағы да қайталап айтамын, просто бұл кісіні сондай нәрсеге барады деген енді менің оғыма сыймады сол кезде. Қараңыз, алдында жаңағы мен Ғазиз Алдамжаровпен сұхбат жасаған болатын. Ол кісі айтып қалды, Назарбаев өзінің қарамағына жаңағы нашар адамдарды жинайды. Өзі сияқты, енді солай болып тұр ғой, өзі сияқты жемқор, ұры, және де жігері жоқ адамдарды жинайды. Бұл дегеніміз мына біздің саяси элита деп жүрген адамдарымыз толық Назарбаевтың қолынан өткендер. Тоқаев та солардың бірі. Сондықтан менің ойымша Назарбаев алдын ала оның жаңағы сол жағынан енді мықты кемеңгерлігі бар да, өзіне жаңағы кадр тайын, сосын жаңағы өте жаңағы қулықты өте жақсы білетін кісі, өте айлакер, ондай жаңағы ондай таланты бар. Ол енді табиғи талант қой. Табиғи дарыны бар адам осындай күйге түсіп, яғни жаңағы байлықтың артымен жүріп жүрді ғой өмір бойы. Қарап 90-шы жылдардан бастап, мысалы Серік Болсын Әбділдің де кітабында жазылып кеткен біраз дүниелер, біздің экономикамызды қалай тығырықтан шығарамыз деп, шетелден жаңа инвесторлар келіп, қанша байлық сатылғаны қазір де сатылып жатыр. Тоқаев жаңағы Назарбаевтың сол баяғы саясатын жалғастырып жатыр деген пікірге келеміз. Неге десеңіз, жақында жаңа өзі айтты, Қытайдан инвесторлар келсін, шетелден инвестор келсін, міне жер, міне қазба байлық, не тапсаң сол месседж жаңағы бұларға жолдау былай болды, міне біздің жеріміз бар, сол жерді алыңдар, сол жерде не табасыңдар, сол сенікі дейді. Міне жаңағы Тоқаевтың айтып отқан министрдің сөзі болды ғой сондай. Солай айтылды ғой, осылай. Жаңағы жерді береміз, соны тапқанымыз сенікі, сонда қалай, кім болса соны иге болатын, қалай қазақ біздің жеріміз. Біздер Сталинді жамандаймыз да, халық. Менің Сталинге деген өзім пікірім бар. Енді өзіңіз ойлап көріңіз. Мынау Москвада отырып, ол жерде қазақтың Жанов па, Серікбаев па, ол жаңағы билікке қарсы дегенді қаяқтан біледі ол? Солай ба? Москвада отыр. Москва қайда, біздің Алматы қайда? Осы жерде отырған ежоптар, Голошокиндер солар ойына келген істеді. Себебі олардың бәрі сол кездегі еврейлер қарсы болған ғой. Сталиннің сол еврейлердің бәрін құртып, сол патша болғанына қарсы болған. Сондықтан олардың өзі жаман оймен келген, қалай да ананы жамандыққа апару үшін бұлар тікелей өздері, даже кімнің де хаты бар ғой, армян Мирзаянның да хаты бар, хатының копиясын жүр ғой осы жерде. Маған 2,5 мың адамға атуға рұқсат беріңіз, квота беріңіз деп. Білдіңіз ба? Сонда, конечно, ол сеніп жіберген бұларды. Бірақ кейін сол сенгендердің бәрін атып тастады ғой. Жаңалардың бәрі. Кейін оның құлағына жеткеннен кейін атып тастады. Білдіңіз ба? Сол сияқты барлық нәрседе де ол мына патшаға жетпейді, ол түсінбейді деген нәрсенің бәрі дұрыс емес. Мысалы үшін бәрінде олар сенеді ғой айналасының бәріне. Сондықтан содан мен енді осыған, сонымен біз енді ана бірінші жағын тоқтатайық. Біз мысалы үшін маған бір нәрсе әлі күнге дейін не қылмайды. Біз халықтың жағдайын көтеруге барлық мүмкіндік бар. Мен енді айтайын да, барлық мүмкіндік бар. Біздің Алланың берген байлығы да бәрі жетеді. Бәрі жетеді. Бір нәрсеге түсінбеймін мен. Сонша миллиард не үшін керек деймін да. Сонша миллиардтар. Сүрекең 30 жылдың ішінде бизнеспен айналыспай, мемлекеттік қызметте жүріп, бәрі мемлекеттік қызметте жүргендер байлардың бәрі. Сіз оны білесіз ғой. Бәрі бір шетінде соны жүрген, сол жаңағы бұрынғы президенттің айналасындағылардың бәрі, кім соған жақын болды, солардың бәрі.
қазір миллиардерлер. Солай ғой. Да. Мысалға қараңыз, енді солардың әркімнің істеген ісіне қарай солар жаза тарту керек қой. Мысалы үшін өзіңіз қараңыз. Кезінде Мамин премьер-министр болды. Оның енді темір жолдағы былықпайын, ол енді жыр, халықта жыр қылып айтады. Оны тексерудің ешқандай қиындығы жоқ. Оны ашкерлеудің. Ал енді одан ары қарай кезінде білесіз ғой, Павлодардағы трактордың заводы, соны трактор шығаратын завод, соны қайтадан саламыз, реконструкция жасаймыз, анамды миллиардтаған ақшаны жөнді соған. Қайда сол? Не ақша жоқ, не завод жоқ, ештеңе жоқ. Бұйрық түспеген ғой әлі Маминге. Вот сонда жоқ енді бұйрық түсіп. Мен оны жамандап, маған бәрібір ол, Мамин бұға басқама. Бірақ сондай дүниеге әшейін бір тиын тебендердің бәрін апарып қамаймыз, жаңағыдай қамайды. Ал енді сондай бүкіл бюджетті кәдімгі опырып тұрып, жаңағы экскаватормен бүйтіп, қопшысымен бүйтіп алып тұрып, жинағандары не үшін неге тартылмайды? Емесе осы басқада мынау өткен жолы Санжар Боқаев, есіңізде болса, президентке қарай үндеу жариялады ғой. Солай ғой. Үндеуін сіз тыңдадыңыз ба, тыңдаған жоқсыз ба сол кезде? Иә. Сол осы мынау кәдімгі утилсбор дегенді, соны жасаймыз деген заводқа ол жіктің өзі де бір мықты жігіт өзі. Анау машинаға тракторын сабапты бір жаңағы техникасын. Сөйтіп соны апарды ғой, соны жөндеуге тапсыруға. Сөйтіп барды жаңа завод деген баяғыда завод салу ғой, қанша триллиондаған ақша кетті. Завод та жоқ, қаңқасы тұр, ештеме жоқ. Енді соны айналысқандар бар ғой. Неге сол? Неге солар жауап бермейді? Сондай үлкен жортандардың өзі жаңағы соның біреуінің ақшасы, мысалы Маминнің жаңағы сияқтылардың біреуінің ғана ақшасы бүкіл 80% халықтың кредитін жабады. Бірақ адам. 162 адамның, бірақ адамның. Сонда қалай мүмкін адамның соншама дүниені алып кетіп жаңағы баюына? Ал сонда соны басқарып отырғандарда сонда не жоқ? Өзіңіз ойлап көріңізші. Қалай, вот мінекей, ешқандай ұғымға кірмейді да. Сөйтіп отырып, солардың бәрі тайраңдап жүр. Ешкім оларға сөз айтпайды, керісінше. Енді білмеймін. Мен айтып отырмын ғой, вот қызмет істеген адамның деңгейі мінекей, вот біздің деңгейде өмір сүру керек. Себебі әрбір қазақ осылай өмір сүру керек. Кезінде мен Түркістан газетінде мақал бергенде айтқам, мен жазғам сөзде. Оқу кезде қызмет істеп жүрген кезімде мен жазғам. Сол осындай әрбір қазақ осылай тұру керек деп. Неге біз соны жасамаймыз? Енді бәрі қайталау. Мысалы үшін мына утилсбор дегенді қараңыз. Өткен жолы айтылды. Ол туралы президент те өзінің пікірін айтты. Солай ғой? Утилсбор туралы да. Соны. Қазір утилсбордан өзгерген ештеме жоқ. Тек уже басқа адам арқылы сол қалтаға түсіп жатыр. Бірақ сәл өзгертті болды. Сол ақша әлі сол, мысалы үшін бір машина алу үшін, шетелден жаңа келген машинаға алу үшін сіз бәленбай миллион бұрын төлесеңіз, әлі де соның бір тиын кем төлемейсіз. Бірақ несін өзгертті жаңа баға. Сонда кім үшін істеліп жатқан тірлік деймді? Неге ол жеке бас үшін біздің билік күйіп пісіп соған әрекет істейді? Неге? Сонда кімдер олар, сол адамдар? Әлі сол Назарбаевтың отбасы. Неге соған әлі біз қызмет істеп жатыр ғой соған? Билік қызмет істеп жатыр, қазір мен сізге айтайын. Соны сол утилсбордан ақ көріңіз. Соны кім екесі екенін. Емесе кешегі Митталдың несі, жаңағы біздің Карметтегі жағдай. Ол лабиринт кім ол лабиринт деген? Кім ол сонша ақшасы бар? Бәрі жабық. Неге жабық деген тағы да сұрақ түседі. Неге билік? Сол жабық болғаннан кейін халықта әртүрлі әңгіме бар. Ол Назарбаевтікі дейді, біреулер Тоқаевтікі деп жатыр қазір. Ол солай бір жиендері бар, нағашылары бар, соларға алып беріпті деген әңгіме шығып жатыр. Солай ғой әңгіме. Немесе Назарбаевтікі бұрыннан Назарбаевтікі болған, соның сондай әртүрлі махинация жасап, бюджеттен ақша бөліп, жаңағы фондтан сөйтіп соның бәрін қайтарып, қайтадан жатыр дейді. Сондай. Енді сондай әңгіме бол заңды ғой. Егер олардың бәрі шетінен қазақтардың бәрін бізден бастап атып тастаса да, ол бәрібір ол айтылатын әңгіме. Ал сол айтылмас үшін неге? Бірақ нәрсе керек. Өзі айтты ғой. Енді мен айттым ғой, сол кезінде өте қуандым мен бұл кісінің сол сөздеріне де. Біз ашық мемлекет құрамыз деді ғой. Солай ғой.
ашық мемлекет, жаңағы әділетті мемлекет. Әділет деген сот емес, әділет деген шындықты айту. Сондықтан да жаңағыдай болғаннан кейін ашық жаса деп, мен осы сіздің телефоныңызды пайдаланып, Қасым-Жомарт Кемелұлына аға есебінде, қатар қызмет істеген азамат есебінде, осы бір қазақтың бір ұлы есебінде мен үндеу қылып айтайын деп отырғаным ғой. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізде барлық мүмкіндік бар. Мен сізге сенемін, сіз осының бәрін ретке келтіретініңізге. Осы неге ашық мемлекет құрмайсыз? Кім сізге тыйым салып? Айтсаңызшы бізге. Бізді жинап айтыңызшы, біз ақпаратайық халыққа. Мен дайынмын сізге көмектесуге барып, қасыңызда барып, маған керек жоқ қызметтің де істемеңіздің. Бірақ өзімнің өмірлік тәжірибемді соны сіздің алдыңызға жайып салып, мінекей менің осылай болса былай болады деген әңгіме айтуға дайынмын мен. Бірақ сіз бізді керек етпейсіз. Ешкіммен сіздің қасыңыздағы ақылшыларыңыздың бәрін білеміз. Өмірінде қызмет істемеген, біреу журналист, біреу анау мынау, сондайлардың бәрі қазір Қазақстанды билеп отыр. Олар сізді еш уақытта жақсылыққа алып бармайды. Мен оған 100% айтамын. Егер менді жаңағы Жыланбаевтың қасына барып қамап қойсаңыз да. Мен енді сіз енді мен басқа сіздің барлық мүмкіндігіңіз де бар, сіз оның бәрін түсінесіз, терең түсінесіз. Неге сіз соның бәрі? Енді сондай сіздің әкеңіз де әруақты адам, жазушы, халыққа сондай бір ағарту несімен айналып жүрген адам. Сіз бәрін жақсы білесіз ғой. Жасаңызшы, осы айттыңыз ба, соны істеңіз. Бірақ айтпаңыз онда. Несі көтердіңіз? Көтердіңіз ғой 162 адамды. Ашыңыз, мінекей мынау біреу мынау фамилиясын бәрін айтыңыздар, мына тексертіңіз. Содан кейін сол құрған комиссияның ішіндегі заңның өзін қанша былай бұлжықпай шығарып, мына жағын бүйтіп, қалай енді сіз істе десеңіз бір ауыз сөз ғой. Мен білем, президенттің рөлі кім. Мен өзім облыста қызмет істегенде кім менің айтқанымды істемей көрсін. Бір рет айтатынмын мен, өмірімде 2 рет сөйлеген емеспін мен. Айттым болды істемесе, болды жауап береді. Сізде де солай. Кім сіздің айтқаныңызды сізге қарсы тұра алады? Ешкім қарсы тұра алмайды. Сізге халық сеніп отыр, әлі де болса сеніп отыр. Біз де сеніп отырмыз. Мен де сенемін сіздің осының бәрін өзгертетініңізге. Уақыт. Ал енді ол уақыт ертең деп жүріп қартаямыз, ешкім білмейді. Құранда бір жақсы сөз бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен білмеймін, жаңа менің үндеуіме байланысты. Айтады, Құранда жазылған, сен адам таңертең ұянғанда кешке дейін өмір сүретінге көзің жете ме дейді. Емеше кешке жатқанда таңертең ұянатынға көзің жете ме дейді. Біз ешқайсымыз білмейміз. Бізге қанша Алла тағала өмір берді ертең. Сондықтан істей алмай кетуіміз мүмкін. Соған байланысты мен, сіздер ойламаңыздар, мен бір ақындығым жоқ, бірақ мынандай бір шумақ ақынның өлеңі маған өте ұнайды. Сен келген жоқсың өмірге, тек қана ішіп жейін деп. Келмеппен туған жеріңе сен де бір нәрсе дейін деп. Айта алмай кетпе, айтып кет, айта алмайсың, қайтып кет. Бірақ шумақ өлең ғой, қанша мағына жатыр. Солай бәріміз де солаймыз. Біздің де сол кешірім сұраймыз өткен кеткенге. Бірдемен дұрыс жасамасақ, әке-шешеміздің алдында, ата-анамыздың, ағайынның алдында. Себебі өмір бәрімізге бірдей. Сондықтан мен үлкен үмітпен қараймын сізге. Осы мәселенің бәрін реттейді деп. Амалбек аға, ал жарайды, осы жаңа сұхбатты қарадық делік. Тоқаев өзі жеке уақытын бөліп 1 сағат бойы қарадық дейік. Соңғы жаңағы сіздің үмітіңізді ақтамаса, ары қарай не істейміз? Жалпы мынау бізде жаңа саясатта болған ақсақалдарымыз бар, оппозиция серкелері бар. Бұлар мен көбісімен жаңағы мен де таныспын, сөйлесіп жүрміз. Бұлар да жаңағы ғана әлі күнге дейін былай кішкентай бала сияқты сенеді. Адамгершілігі бар ау деп. Сонда мен айтамын, ал оны істемесе не істейді деп үндемейді. Сіз не айтасыз бұған? Ол түкті істемесе ары қарай не істеу керек? Олардың әңгімелерінің бірінші жағынан мен де солай ойлаймын. Адамгершілігі бар. Жаңа да айттым ғой мен. Бұл кісі жақсы отбасыда тәрбие көрген, өмірдің тек жақсылығымен ғана өмір сүрген адам. Ешқандай жаманшылық көрмеген адам ғой. Сондықтан алғы істемесе, онда халық шешу керек. Халыққа уже бейшара болып отыру, ойбай шаймен нан жесек болды деп отыруға жетеді уақыт. Халық өзінің несін, бірақ қару-жарақтың керегі жоқ, айқайма. Неге? Халық, егер дейсің, егер тағы да 1 жыл күтейік, жарты жыл күтейік, біздің өміріміз жете ме, жетпей ме білмеймін енді оған.
соны тағы да қашанға біз күте береміз? Ал енді егер оны істемейтін болса, онда халық өзі шешім қабылдау керек. Мен ойлаймын, сол жаңағы біздің жаңағы ақсақалдарымыз, жаңағы біздің не деп атаймыз біздер, зиялы қауым. Иә, сол зиялы қауымдағы ақсақалдарымыздың бәріміз бір құрылтай құрайық бұл жерде. Сөйтіп бәріміз өз пікірлеріміз ортаға салып, таза көңілмен, таза оймен президентке жолдау жасайық. Жолдау арнайық, бәріміз қол қоямыз, мен қол қоюға дайынмын. Арнау жасайық, өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтайық, осылай сіз бақыттасаңыз біз қолдаймыз. Біз қолдаймыз. Сөйтіп, содан кейін барып, егер оны істемесе, онда істей алмаса, онда ол кісі айту керек. Енді егер осынша ақсақалдар, елдің үлкендері қол қойса, жауап беретін шығар, менің қолымнан келмейді, онда айту керек. Мен онда міне әділ сайлау өткізейін деп. Әділ сайлау өтсе, халық өзі таңдап алады. Түсіндіңіз ба? Менің осы жерде айтатыным мына сайлау туралы. Сайлау заңы деген бұл сайлау заңын жалпы мен ойлағам, бұл кісі келгеннен кейін енді білем ғой, демократтық адам, былай президент болды, енді елі сол балардың түсердің алдында болмаса, енді ол кезде ол не отырды ғой, мейлі түсіп болғаннан кейін болса да, мейлі сайланғаннан кейін бұл кісі айтып керек еді, мынандай заң ары қарай болмайды, біз сайлау заңын өзгертуіміз керек. Сайлау заңы деген конституция сияқты болу керек. Бір пунктін, бір точкасын, бір жақшасын өзгертуге болмайды. Кім өзгертсе, кемінде 25 жыл отыру керек ол. Адам өлтіргеннен де ауыр ол. Себебі ол менің құқығымды, менің сіздің құқығыңыздың бәріне сол пышақ салып отыр. Білдіңіз ба? Сөйтіп, өрде тек қана таза адамдар отыру керек. Тек биліктің жаңағы айтқан процентін жасап беретін. Енді қаяқтан біз 99% жасадық, өзіңіз білесіз ғой. Бәрі жақсы өздері. Сол емес па? Сондықтан ең біздегі қажет нәрсе қазір, бірінші жасалатын нәрсе сайлау заңын өзгерту. Сайлауға ешқандай мұғалім, ешқандай дәрігер, ешкімнің оған сайлау комиссиясына кіріп, сөйледі, соны алып қашып. Өзім қатыстым ғой, мен 4 рет. Мен 4-еуінде де өзім ұсындым. Мен бір де партияның ішінде болған емеспін. Партияды мен сочувствовать еттім, социал-демократиялық партияның Тұяқбайдың. Бұрын Ақжолда да солай қарағам, алғашқы кезіндегі Ақжолда, баяғы, қазіргі Ақжол емес. Қазіргі Ақжолда сол бәрі солай болып кетті. Сол кезде оларға мен былай оң көзбен қарап, соларға көмектескем кезінде. Сондықтан да сөйтіп сайланса, халыққа айтамыз, халықтық білмейді деп. Қалай білмейді халық? Халық бір рет қателеседі, 2 рет қателеседі, 3-ші рет қателеспейді. Халық ақымақ емес, халық түсінеді. Мынандай алаяқтар жаңағы отыр. Мен бұны айтайын деп отырған, мен оған бұны көргем. 99-шы жылы біздің Совет үкіметінің уақытында заң шықты. О предприятиях и объединениях деген өндіріс ұйымымен бірлестіктер туралы заң шықты. Сол жерде мен онда құрылыс тресінің бастығымын, управляющий деп аталады ол трестің. Бізде жаңағы 5 үлкен 2 комбинат, 5 заводымыз бар, жаңағы сол құрылыстың алатын. Соның мен сізді 5 директордың бәрі, олар жеке, өздерінің расчетный счеттары бар, өздерімен, олар жеке жұмыс істейді өздері. Мен солар тек басқарам. Орталық бухгалтерия бар. Сөйкен ол заң бойынша оның бәрі бірігіп, бірлестік болатын болды да, бірлестікте бірақ генеральный директор болады, бас директор. Аналардың бәрі әшейін текущий счет дейді. Әшейін майдашыда қалам қарындаш алуға, қағаз сатып алуға мүмкіндігі бар. Қалған негізі айлықта бәрі де орталық бухгалтердің түсіп. Бұл өте дұрыс. Солай болсын деді. Сөйтіп мен сайлауға түсіп, сонда сөйтіп мен генеральный директор болдым. Маған қарсы шықты бір директор. Сөйтіп халық сайлады, мен сол кезде 5 жыл главный инженер болып управляющий болып істеп жүрген кезім. Сол кезде де талай алаяқтар болды. Кәдімгі ақша таратып, бүйтіп директор болып алды. Жаңағы сайлауға түсіп. Білесіз ғой, бар жерде болды ғой, ол барлық уақытта да болған. Бірақ солардың бәрі біреуі де жарытып, сол кейін жұмыс істей алмағаннан кейін халық өзі-ақ қуып жіберді олардың бәрі. Ал сайлауда солай. Бір рет түседі, 2-ші рет, 3-ші рет халық айтады, айналайын. Болды, жетеді, бізді алдағаның. Міне бізге мынау керек дейді. Ол кәдімгі халыққа сөзін жеткізе білетін, уәдесіне тұра білетін адал адам керек.
ал адал адамды табу өте қиын. Мына қазақта мақал бар ғой, малдың аласы сыртында, адам аласы ішінде дейді. Сіз достан да сол осы қаншалықты сол осы адал деп сену, оны адам оның іс жүзінде әбден өткен өмірден көзіңіз жету керек. Соның адалдығын осындай өмірден өткен кезде, осындай жерде ғана кейін ол адал болды деп, сонымен дос болсаңыз еш уақытта қателеспейсіз. Міне сол сияқты ғой. Сондықтан да сайлау заңын өзгерту керек. Мен айтар едім, президенттің ең бірінші міндеті ертең халық қол шапалақтап айналайын мынау міне осы кісінің жасағанын жасап кетіп еді деп айтатыны сайлау заңын ретке келтіру керек. Содан кейін екінші мен айтарым, баяғы 93 жылғы біз жаңағы дауыс берген сол кездегі жасаған конституцияны қайтып алып келу керек. Ол конституция қазір қаншалықты демократияға жақын? Әрине жаңағы қазіргі конституциямен салыстырғанда иә. Ол жерде ол демократияға жақын. Бірақ енді оған бүгінгі заманға лайықты уақыт өтті ғой, 30 жыл. 30 жыл уақыт өтті, тура. Соған байланысты өзгерістер кіргізуге болады ғой. Жаңа заң қояды, оны жаңа заң қылып, бірақ соның демократиялық басталымын бізге керек. Қалай халық үшін, қай жерде болмасын, алдыда халық деген сөз тұру керек. Не істемесе де халық үшін солардың ертеңгі күн деген сөз тұру керек. Ол конституция заң болсын, любой жарлық болсын, бәрінде де солай. Сонда ғана біз халықтың жаңағы еңсесі түзеледі. Халық көтеріледі, халық сезінеді өзінің осы елдің азаматы екенін. Қарны тоқ, өзі мәдениетті, білімді, мәдениетті, қарны тоқ адам еш уақытта ашуланып сөйлемейді. Ол жақсы сөйлейді. Солай емес пе? Өзі ана 5 баласын асырай алмай, әйел қалтасын иығына 50 кило, 40 кило жүк көтеріп, сөйтіп қаптасып жүрген қазақтан қандай саған мәдениетпенен одан жыл сөз естуге болады? Солай ма? Міне, сондықтан да біз сондай қазақ қайрандық қазақ. Өкінішке орай. Енді одан артық не айтуға болады? Сонда біз әрбір келген басшы айтады, мен халыққа қызмет істеймін дейді. Кім қолын байлап жатыр? Қазір кім қолын байлап жатыр басшылардың отырған өкіметтің? Ал енді өкімет туралы мен вообще айтарым жоқ. Бізде өкімет болған емес, болған да жоқ. Өмір өңшең жалтақтап, ана қайтты, ана өмір сүйтті ғой. Ана кісінің тапсырмасы, өзің не бітіріп отырсың сен? Мысалы үшін мен айтар едім өкімет туралы, өзім-ақ айтып берейін саған. Мысалы үшін менің түсінігім, менің өмірлік болмысымда сол өкіметке билікке келген адам қанша министр отыр қасында, қанша бізде ғалымдар бар, қанша тәжірибелі азаматтар бар. Әр салада отырып, ол өкімет басшысы ол бағдарлама жасау керек, стратегиялық программа жасау керек, стратегиялық бағдарлама жасау керек та есептеу керек. Бұрынғысын, бүгінгісін сөйтіп, өрде 3 жылдық па, 5 жылдық па бағдарлама. Біздер оның бәрін ұмытып, зачем бізге 5 жылдық, зачем 3 жылдық дейміз? Қалай онда ешқандай бағдарлама болмаса, қалай болса өзімен жүріп жатса, сөйтіп ол соның бәрін есептейді, заңдастырады, соның бәрін өлшейді. Бізде ауыл шаруашылығы қалай дамып жатыр, өндіріс қалай, сол кезде қанша 3 жылдың ішінде қанша завод салынады, қанша адам жұмысқа кіреді, қанша әйел босанады, қанша мектеп бітіреді, қаншасы мектепке келеді деген сияқты толық статистикамен байланыстырып, бізде статистика деген болған жоқ қой. Бәрі қалай болса солай жасады. Себебі статистика деген ол экономиканың негізі, мемлекеттің дамуының негізі статистика жаңағы сода тұр есепте. Себебі біз содан білеміз, елде кім бар, кім жоқ, қанша адам бар, қанша адам дүние салады, қанша адам неге келеді, қалай, бәрі соның ішіне кіреді. Соған байланысты өкімет стратегиялық жоспар жасау керек өзіне. Сол жоспар бойынша ол Сөнекей президенттің алдында барып қорғау керек. Өздігінен. Кім жасайды соны? Қазіргі отырған премьер жасайды ма? Өмірінде бір күн жұмыс істемеген адам, бәрі статистер әшейін отырған. Солар бағдарлама жасау керек. Келген министрлер солар біледі. Енді бидай мен арпаны ажыратамайтындар министр болып отыр. Өмір медицина дегеннің әшейін біз шетінде жүргендер министр болып отыр. Образование енді ол, білім енді ол вообще бітті. Тек бір сөйлейтіндер жиналады, реформа жасайды. Қалай ол шексіз реформа бола беруі мүмкін? Ол қандай министр, қандай ел ол? Бірақ рет реформа болу керек. Сөйде бәрі сарапталу керек. Содан кейін біз реформа дегеннің бәрі ақша. Реформа дегеннің бәрі жатқан ақша. Себебі компьютер алу керек, жаңа ана түсу керек бәрі. Оның бәрі көріп білеміз ғой біз, қайықтың есі жатқанын бәрі. Мен парламентте жүріп оның бәрін әбден көзім жеткен. Сондықтан да өкіметтің ең үлкен бірінші мақсаты тағайындалғаннан бастап айту керек.
президент мырза, маған 3 ай карт бланш беріңіз, маған 3 ай уақыт беріңіз. 3 ай ма, или 5 ай ма, 4 ай ма, маған уақыт беріңіз, мен үлкен бағдарлама жасаймын. Сөйтіп, әрбір болған министр өзінің бағдарламасын жасау керек та, бірақ ол жауап беру керек ертең. Ол жауап беру керек. Егер бәрі қате болып, пәленбай сол елге не алатын болса, ол не то, что жұмыстан кету. Ол вообще изгой болу керек ол. Егер жұмыс істемейтін болса. Бізді әкеледі, кетеді. Орындарын ауыстырып қоя береді. Ол кеше әнеде түк шықпаған адамнан не шығады мына жақта адам? Адам не шығады? Баяғы біздің мектептен өткен адамдар жоқ қазір ешкім. Ешкім оған қарап атқан жоқ. Кадр деген сөз негізі. Ол білесіз ғой енді, кадр деген ол. Біздер мысалы үшін, мен өзім 17 жасымда барып оқуға түсіп, сол жерде семзаводта 2 жыл жұмыс жасадым. Сөйтіп жұмыс тобына кірдік, рабочий болдым мен сонда. Сонда түсіндім жұмыс тобы деген кім екенін. Біз анау сасып кеткен нелер болады, киім шешетін жер. Білесіз ғой, аяқтарының күсі бар, жаңа ыстық жерде. Соған алғаш кинода отырғанда, жаңа кешке түнгі сменге барам дегенде жүрегім су ете қалады, қорқатым. Ой, тағы да түнде жұмысқа баратын болдым ғой деп. Ал ай өткен жоқ, мен керісінше жұмысқа 1 сағат бұрын барам. Себебі ана коптерға барамыз, өңшең орыстар ғой өзі көп, семзаводта істейтін. Бәрі анекдоттар айтады, небір нәрселердің бәрін тыңдатып, өздігіне құлағымызбен қағасың ғой, бізге қызық, күлеміз, отырамыз. Сөйтіп жұмыс тобына қалай кіріп кеткенімді білмей қалдым мен. коллективке. Да, жұмыс тобы, жұмысшылар тобына. Міне, соның бәрі мен үшін ол үлкен өнеге өміріме үлкен жолдама болды сол. Сол бақыт берді соның бәрі. Өз көзіммен көрдім, өз қолыммен істедім соның бәрі. Жұмыспен. Сондықтан да ондай азаматтар аз емес қой. Біздің қазақ халқында жастар өте ақылды, өте дана, ақылды. Оларға тек қана мектеп керек. Мектеп керек. Олар ол шетелде оқығанда, шетел еш уақытта ол саған өмірлік тәрбие бермейді. Бірақ шетелге барғандардың бәрі жақсы оқып кетті, білмеймін. Байдың балдарын бәрі бір жіптерге мініп алып, жаңағы фамилиясын жазып алып қыдырып жүргендерді білесіз. Бәрі солай ғой. Жаңағы баяғы барды ғой, мыңдап бітірді солардың бәрі. Қайда солар не әкелді? Міне біреу отыр қазір, білесіз, не болып жатқанын. Сондай ақылдылардың біреуі. Бишімбаевты айтасыз ғой. Әйелін өлтірді. Міне сол сияқты, мінекей, сол сияқты соның бәрін сондықтан осының бәрі де көз алдында тұрған нәрсе ғой, бізде жасыратын ештеме жоқ. Біз кішірек елміз, болып жатқан нәрсенің бәрі бір қазанның ішіндегі ет сияқты ғой жаңағы. Қазысының қайда тұрғанын, жалы қайда, жаясы қайда, жаңағы шыққарын қайда екенін бәрі көрініп тұр ғой бәрі. Белгілі бәрі. Енді соны тек реттеу ғана керек қой басшыларға. Сондай. Сондықтан да өкімет үйтіп жоспары жоқ, әшейін құрып отырған, жиналыс жасап, ана естіген, аяқтан информация соның бәрін отырған өкіметтен түк шықпайды. Ондай өкімет бізде болған жоқ әлі. Мүмкін болашақ болады. Сондай өкімет тағайындау керек. Өкімет деген қайнап жатқан от. Ол дирижер. Оркестрді дирижерсыз. Дирижер деген білесіз бе қандай талантты адамдар. Мына құлағы, ана 50-60 инструмент тұрса да, соның әрқайсысының дауысын естеді. Сондай адам іздеу керек, тауып керек, қою керек соны. Жоқ па қазақта? Неужели біздің аналарымыз сондай талантты жастар туған жоқ? Көп, өте көп жастар. Соларды табыңыздар, тәрбиелеңіздер. Малышты олар жағын. Керек болса, анау кімді де әкелу керек. Қажгелдин, Аблязов. Аблязовты алып келіп қойсын. Кешірім айтып, ол артық сөз, енді ол артық сөз сөйлейді ғой, кейде айтады ғой, анау деп. Бірақ жұмыс істейтін болса, зачем оның сөз деген қалады, ұмытылады оның бәрі. Наоборот айтады, мінекей, азамат, мені алып кел. Сөйтіп, айт, мінекей, міне саған, ал давай, міне реформа жасаймын деген ғой, жаса. Міне қолыңа бәрін бердік. Кел, жерде, жұмыс істеді. Зачем оны жау қылып? Неге көрін жау қылып болсын, о айдалада жүріп, көтеріңдер, ана мынау деп соның бәрі жау. Түкке керегі жоқ оның бәрі. Бірақ ол жігіттің, ол өзі біздің Шымкенттің жігіті. Мен оны Шымкентте араласқам жоқ, олар жас қойды. Бірақ осы қызметке байланысты бірнеше рет мен онымен болдым, банк ішінде болдым, бір-екі рет сонда. Өте ақылды жігіт. Оны супер киндер дей ма, жаңағы Тоқаев киндер сюрприз деп сол кездегі жас түріктердің бәрін айтып кетті ғой, ТВ құрған кезде. Енді ол айта береді ғой бұл нәрсе. Бірақ әңгіме емес. Мен бірақ айтайын дегенім, біздің осы қазақтың ішіндегі мынау оппозиция деп жүргендердің, азаматтардың ішінде бір елді бүлдірейін, бір жаманшылық апарайын деген бір адамды көргем жоқ.
бір адам көргем жоқ, мен өзім жүрдік қой солардың ортасындамын. Мен де мына қазір 80-ге келдім, Құдайға шүкір. Бәрін өттік, бәрін көрдік, бірақ бір адам көргем жоқ. Бәрі де мүмкін біреу сәл дұрыс айтпайды, біреу түсініп айтады, біреулер кейбіреулер енді ондайлар да жеткілікті ғой жаңағы сауатына байланысты. Бірақ негізгі сол жүргендердің бәрі де кейбіреулер өзінің интересі үшін ондайлар жүр ғой, ондай өзінің интересі үшін айтқандардың бәрі сол жақта отыр қазір. Қазір сол партияны басқарып отыр анау. Түкке тұрмайтындар, мысалы үшін өзі тек өзінің несіменен жаңағы тілі бар, сөйтіп айтқандар. Ал енді басқа кәдімгі осы ел болайық, еліміз көркейсін, халқымыздың қарны тойсын, міне бәрі еліміз аман болсын, баяғы патшамыз аман болсын деген сөзді айтатындардың бәрі қазір сол бәрі тарап кетті бәрінде. Олардың бәрі наоборот олар керек. Солай ғой. Енді кезінде кім Абылай ханның қасында бұхар жырау не үшін жүрді? Сынау үшін, халықтың жаңағы мүддесін жеткізу үшін. Көп мысалдар көп қой. Даже кейбір патшалар дейді, оның бәрі солай болды ма, болмады ма білмеймін. Оны сол ақыл үшін айтады да патшаларға не болсын деп. Патшалар жұпыны киініп алып, анау охранниктер арыста жүреді, сөйтіп жүріп, жаңағы осы түріктің патшалары туралы айтады ғой, осы несінде көрсек. Сөйтіп алып халықтың ортасында жүрген, тыңдаған, халық не айтады деп. Оның бәрі мүмкін жай ғана әңгіме шығар, былай өнеге есебінде. Бірақ шындық бар ғой сонда, правильно? Сондықтан наоборот шындықты мойындау керек. Егер оның енді мен айтқан сөздерім, мысалы үшін мынау Митталға болып жатқан тірлік, жаңағы кәрмет, или жаңағы 162-де де қандай жерде қиянат әңгіме бар. Кімге қарсы сөйлеп жатырмын мен сонда? Мен халыққа солардың ақшасын алып халыққа бер деймін. Өзі тапқаны болса, өзіне қалдыр. Оны қамап сотта деп отырғаным жоқ, маған керек жоқ. Қамағаннан ешкім, одан миы шықпайды ешкімнен. Бірақ соның кезінде олар да болды. Соны алды айт, мынау сенің артық, мынаны біз аламыз, мынауыңды өзің күніңді көр. Пожалуйста. Это бірден бюджет деген 3 есе 4 есе кемінде бір біздің де бір 5 жыл түк жұмыс істемей солардың ақшасымен күн көруге болады Қазақстанға. Ал ол ақша осы ескі жүйенің адамдары жаңа жүйе өзің шатасып кете бересің де, ескі жүйе, жаңа жүйе деп. Сол адамдар сол ақшаны қайтарылды дейік. Бәленбай жаңа 300 миллиард дейік, мысалы. Ол ақша мына жаққа келеді. Ол ұрланбасына кім кепілдік береді? Вот дұрыс айтасың. Яғни біз қуанамыз, бір күн той жасаймыз, ой жақсы. Тіпті Назарбаевтың жаңағы ақшасын алайық. Ары қарай осыны қадағалайтын кімдер? Парламент болу керек, иә? Қазіргі жалпы мына парламентте отырған депутаттарға, мысалы, мен өзім көңілім тоймайды. Жалғыз жаңа Ермұрат Бапи бар, жаңағы Дат газетінің бұрынғы редакторы. Сол әйел бірден кетіп шырылдайды, біраз мәселені көтереді. Бірақ мен өз басым, мысалы, мына Ермұраттың Назарбаевты отырғызу керек, жауапқа тарту керек, ақша ұрланды деген сөздерін естіген емеспін. Бір депутат соны айта алмайды. Осындай парламенттен қандай үміт сонда бұл? Ақша келсін. Жалпы қазірдің өзінде де анадан қайтардық, мынадан қайтардық деп жабық қой. Ол қайға қайтты? Бізде оның бәрі ашық болу керек. Көрдіңіз ба? Ол бюджет бар ғой, бюджетте. Қазір бюджет. Соның бар, ол жаңағы сол бюджет түсіп жатыр, жаңағы ұлттық банкке түсіп жатыр ма? Или ол сондай, оның бәрі фиксировать етілу керек. Ашық жариялау керек. Мінекей осындай неден түскен ақша, міне 7 миллиард түсті, 7 миллиардтан kimlerden мынау. Оның бәрі есепте болу керек, оның бәрі ашық жариялану керек. Соны ары қарай бәрі. Ол ешқандай оны ашық жариялау деген бір қиындық жоқ қой, оның бәрі, егер солай жасаған келсе. Сондықтан не үшін жасырады дегенде опять ой туады. Неге мысалы үшін президенттің өзі айтты, столды бір-ақ рет ұрып айту керек қой, қайда? Ана ақшаның бәрін ертең кімнен қанша түсті? Соның бәрін қазір бәрі халық көретін болсын. Ана реестрге кіргізіңдер бәрін ана жақта бәрі. Компьютерге кіргіз, оның бәрі ол неде бәрі ашық болады, ашық болсын. Любой адам алады оқи береді. Мысалы үшін сіз ағылшын оқисыз. Сол бойынша бюджетті жаңағы формировать етіп бюджетті неған кезде айтады, міне бүгінгі кезде мына бюджет осынша қосылды. Міне. Келешекте осынша қосылуы мүмкін, жаңалар тексеріп жатыр ғой, бәрі біледі қанша бар екен, содан осынша пайызын алғанда осынша болады деп, даже бюджетті формировать етуге болады, соны қосып сол арқылы. Сонда бюджет дегеніміз аспанға ұшып кетеді ғой. Білдіңіз ба? Сонда әлеуметтік ненің бәрі де көтеріледі.
халыққа. Енді халық күнін зорға көруде, өмірінде анау басқа облыстың қаласын көрмеген қазақтар бар. Сіз сенесіз бе соған? Сенем. Сенесіз Өзім бе? көрдім. Өзінің ауылынан басқа анау ол аудан, ол анау ауданға барып келді дейді. Ол бір как будто бір Нью-Йоркті көріп келгендей қуанады ғой. Алматыны көріп. Біз мысалы үшін жапондарда мынандай не бар екен. Жапондарда да балаларды 4-ші сыныптан кейін, да, балалар, жас балалар, мектептің балалар, мұғалімдері жаңағы өзі мемлекеттік несіменен өздерінің провинцияларын бәрін аралатады екен. Себебі бала, өсіп келе жатқан бала елін сүю үшін ол елдің табиғатымен танысу керек. Ол құм ба, шөл ма, тау ма, су ма, елмен танысу керек. Соны кейін мақтан тұту керек. Мынау менің елім деген. Содан екінші бір нәрсе, балдар өтіп бара жатқан кезде императорың өтіп бара жатса да тоқтатып балдарды жібереді екен. Білдіңіз ба? Бізде бәрі керісінше. Міне біздің мысалы мен сізге айтайын, адамның өзін өзі бағалауы неден шығады? Мен бала кезімде жеңгелерім мені мырза бала дейді. Бәріміз де мырза, Сенегал ауылдасың. Кітабыңызда оқыдыңыз ғой кітапта, иә, тура солай. Сол мырза деген сөздің өзі бізді көтермей ме адамды? Көңілін көтереді. Мен шынында да мына мәртебесін көтеру деген сөз. Біз соның бәрін ескіліктің құлдығы деп құрттық. Қазір біздің қазақта мына бетімізден басқа ештеңе қалған жоқ қой. Шын айтшы. Оқта-текте домбыра тартамыз, өлең айтамыз, онда уже сынап жатыр мынау. Жаңа діндарлар, ойбай, қарам деп. Сонда әшейін жатқан ағаш домбырада қарам болып, олардың айтар жері жоқ қой енді. Сондайларды әлі соған көніп келе жатырмыз. Міне Өзбекстанда, Қырғызстанда бұған тоқтау салып жатыр. Бізде дін деген өте нәзік дүние. Біздің аталарымызда дінді болды. Бірақ ешкім дінді саясат қылған жоқ қой. Солай емес пе? Қазір біреу сақал киіп, біреу шалбар киіп, біреу былай қарап оқиды, біреу батысқа қарап оқиды. Қандай дін бұл? Дін біреу-ақ. Дін мінеде, сенің жүрегіңде, тазалығында. Бітті. Басқа дін жоқ. Мына жүректе, мына басыңмен қалай соның бәрі ойланып, мына жүрегіңе сен адамдықты, адалдықты, тазалықты сіңірсең, содан артық дін жоқ. Діннің ең үлкені сол. Біздің қазақтың қабылдаған діні сондай болған. Солай ма? Жұрттар Құран ұстап, қазір Құран ұста десең, аяғында қойып сонымен алып бере береді Құраныңды. Ол бәрі. Оған ешкім. Кезінде ол айтқан сөз серт деген болған. Солай ма? Жігіттің айтқан сөзі бітті. Ол өлгенмен тең дейді, соны орындамасаң. Біз неге қазақ солай тәрбиелемейміз? Неге? Неге біз соны қазір біреуге қарыз берсек, содан оны жаңағы соттасасын, одан ағайындықтан да айырыласың. Жұрттың бәрі дүниеге, тек дүние деген сөз бізге жаман не болып кетті халыққа, қазаққа да. Не үшін? Мен соған түсінбеймін. Неге біз ондай қазақ болдық? Біз басқа қазақ едік қой. Кезінде біздің көршілеріміз келіп үйден ұн алатын. Менің апам бар, ұн алатын. Содан табағы бар, табағын үйіп алады да, анау неменен каталка бар ғой, сонымен оқтауменен сырып жібереді да, болды алып келеді, кейін ол кісі апарып береді. Сөйтіп өмір сүрдік, біз соны көрдік. Сондай тазалықты. Білдіңіз ба? Жоқ кезде адамдар жоқ болған сайын адамда мейірім көп болады екен. Ал мына ақшаға байған адам бәрі де мейірім жоқ бұларда. Айтпасам жаңағы ату, неғылдың бәрі қайдан шығып жатыр? Адамды өз қазақ өзін ату деген сөз өзіңіз ойлап көріңізші. Оны әлі қазақтар әлі де миына сіңіріп болған жоқ әлі. Әлі түсінген жоқ. Ол түсінеді бір күні. Бұл не деген масқара болды бұл деп. Сонда не айтамыз біз сол қазаққа? Осындай сөзді айтсаң бәрі жау. Ойбай, мынауында оппозиционер болып кетті. Қандай оппозиционер? Менен қандай оппозиционер? Өмір бойы халыққа қызмет істедім. Қандай оппозиционер? Мен шындықты айтқым келеді. Шындықты айтқым келеді. Мен де адаммын. Мен бала шағамның алдында, егер күнәм болса солардың алдында арылғым келеді. Бәріміз де сондаймыз. Ешкім періште емес. Міне мәселе сода. Сіздің үлкен тәжірибеңіз бар. Менің де жаңағы қоғамдық жұмыстағы, журналистикадағы тәжірибем бар. Біраз адамдармен сөйлескен кезде ақпарат алдым. Жалпы бізге қандай модель керек деп. Сондықтан енді соңғы сұрағым, мынау Қазақстанның болашағы кімнің қолында болу керек? Және ол үшін сіздер, біздер не істеуіміз керек? Біріншіден, Қазақстанның болашағы
халықтың қолында болу керек. Халық қалай оны шешеді? Халық демократиялық сайлау арқылы шешеді өзіне керек адамды. Мысалы үшін парламентті біз кезінде депутат болдым, мен 2 рет жоғарғы кеңесте, 2 рет мәжіліске да. Сол кезде мен өте батыр әкім болдым. Мысалы Шымкент қаласында. Шымкентке барып тұрсаңыз, Жамбылға барсаң, сіз білесіз. Мен Жамбылда немесе едім, Шымкентте болғанда мен әрі әкім болдым, әрі жоғарғы кеңестің депутаты болдым. Сондықтан мен қандай шешім болса, оны шешім. Сіз кітапты мұқият оқысаңыз, сізде көбінесе мен даже сол жерде қалада әкім болып жүріп, бүкіл Қазақстандағы облыс орталықтарының әкімдерін шақырып мәжіліс өткізген. Сөйтіп біз мына содағы ойым экономиканы көтеру. Өкіметтің істейтін жұмысын соғыстыны шақырып, сол үшін біраз сөз естіген, ешкім білмейді, оны ешкіммен ақылдаспай-ақ шақырып келіп сондай жасағанбыз. Оның бәрі шындық, оның бәрі соғдегі жігіттер бар, соның кейбіреулері. Міне, бірінші сол демократиялық арқылы біз сол кіргізу керек. Бізде қазір сол кешегі Бапи деп отырсыз, Бапидің сөзінің өзінде, мен кеше көрдім соғыстың сөзі, осы кейінгі интервьюінде айтады, маған дейді, жаңағы әртүрлі адамдар келеді ғой, жаңағы өздерінің арыздарымен. Мысалы үшін 30-40 адам келсе, соның 75-80% сот жүйесіне қабылдайды. Соның өзі жеткілікті емес пе, мысалы үшін? Сол билік соны білмей отыр ма? Соттың ешқандай не шешпейтін бар сот жүйесінде дейді. Сондықтан сотта реформа жасау керек, халық сайлау керек. Ең үлкен мәселе, себебі сотқа жүгінбейтін адам жоқ. Сізде қалай бұрғысы келсе солай бұрғысы. Себебі заңның өзі де солай қайшы істелінген заңлардың бәрі жаңа әр жеріне бүйтіп анандай баяғыда машина жүріп кетіп, біздің ауылда қар қалың жауатын көшеде. Сонда анау ескі машиналар ғой бізде, анау пау түркілер, солар өтсін деп, анау ол жақтан көрінетін жерде кішкене карман жасап қояды бүйтіп. Соған сен бүйтіп тығылып тұрасыз, анау өтіп кетеді, арба ма, шана ма, сіз жүресіз. Сол сияқты сондай кармандар жасап қойған заңның бәрінде. Қалаған жағына былай бұра салады, былай бұра салады. Заң деген қатаң, тиянақты болу керек. Көрдіңіз ба? Осы екі мәселе. Содан кейін бізде мынау ең негізі адамның ішкі дүниесі таза, елге біз патриот деген сөзді кейде жоғары көтере саламыз ғой. Мақтанып, небір өлеңдер шығамыз, мен қазақ болып жаралғаныма ырзамын деп. Немесіне ырзасыз? Аш жалаңаш жүрген қазақ немесіне ырза? Соны айтқанымызға мәз, біз өлең қылып айтқанымызға. Бұлай егер екінші жағын қарасаң, ол дұрыс сияқты. Бұлай қазіргі заманға қарағанда ол ешқандай қазақ болып қуанатын ештеме жоқ бұл жерде. Соған сол қазақ болып қуанатын, соны қуантатын, дені таза, жүрегі таза, қолы таза. Міне мен қалай келдім, солай кеттім деген сияқты ғой. Мысалы үшін ол сонда мынандай дүниеге жаңа құмарлығы жоқ азаматтар келу керек. Ондайлар аз емес. Билікте отырған адам аш болмайды. Билікте отырған адам еш уақытта аш болмайды. Өзінің несібесі жетеді, сол отырған кресло асырайды. Мен тұр кітапта да тура солай жаздым. Мен де соның бірімін. Аш болмайды. Аш емеспіз, Құдайға шүкір. Бірақ жаңағыдай бұл, міне, осы екі бағытты реттесек, бізді солар басқарады. Бағанағы мен айтқан сияқты, ескі идеологияны білмейтін жаңағы, не Ленинді естіпеген, не мойнына галстук тақпаған, ондай идеология жоқ. Таза жүріп, таза тұратын жастар. Қазір жастар өте көп, өте таза. Мен жастарға қарап қуанам. Оларда жоқ былай артық не. Әлбетте олардың житейский мудрость дейді ғой, былай өмірлік несі де аз. Себебі олар тек қана сол компьютермен отырады ғой. Бірақ өмір болмыстары, ұлттық сезімдері өте жоғары. Олар орысша сөйлейді, біз кейде оларды айтамыз ғой, бірақ олардың ол қазақ екенін, ұлт екеніне олар ешкімге бермейді. Сондықтан өзінің ұлтын сүйетін адам, ол еш уақытта жаманшылыққа бармайды. Еш уақытта басы кетсе де, сол халыққа қызмет істейді. Себебі оны ертең көтеретін де, ескерткіш қоятын да сол халық. Себебі халық көп, халық 99% сол халық. Сондықтан да осы бағытты түзейміз деп ойлаймын мен. Енді біз ел болғаннан кейін ең әйтеуір біз жұбатқышымыз ғой өзіміз. Көш жүре түзеледі деп, менің де сол арманым, менің де ойым. Мүмкін біздің жаңағы сәл де болса, сын болса да ағалық наз есебінде айтқан сөздеріміз мүмкін президенттің құлағына жетіп, мүмкін ойланар ол кісі.
сөйтіп шынымен ақ жігерленіп, мен не үшін осылай сол біреуге жалтақтап қарап отырамын. Маған Құдай берді ғой, ол солай емес пе? Енді алла тағала саған сондай билік берді, сондай билікке көтеріп, қазақ алақанына салды. Енді не керек соның бәрін шешпегенде? Ал жұрттар бәрін біліп отыр ғой. Мен білгенді сен де білесің, любой адам біледі қазір ненің не болып жатқанын бәрі. Сондықтан соның бәрін көріп отырып, не қыламын, соның бәрін ашу керек қой. Сондықтан да ашық мемлекет жасағымыз келсе, жаңағы бәрі ортаға салып, онда ешқандай кемшілік болмайды. Халық түсінеді, халық оның бәрін біледі, халық данышпан, бірі түсінбесе бірі түсіндіреді, түсіндіреді. Сөйтіп біз кәдімгі баяғы сөзге тұратын, айтқан уәдесіне берік қазақ болып шығамыз. Сондықтан оның бәрі, оған қосымша бізде мектептерде баяғы ұлттық идеология дегенге көп мән беру керек. Біз бәрін құрттық жоқ. Мен босқа айтып отырғаным жоқ. Әшейін айтқан өлеңімізбен, домбырамен, сөйкен наурыз деп наурыз өткіземіз. Одан басқа бізде қазақи ештеме қалған жоқ. Бізде қазақтың киімі де жоқ. Бізде киген киіміміздің бәрі солай ма? Тек шапан жауа береміз. Менің үйімде де бір қап шапан жатыр еді. Ол шапан ешкім киіп отқан жоқ. Соны біз мәз боламыз шапан жапқанына. Ойбай, прям төбеміз көкке көтереді. Ойбай, маған шапан жапты тойда деп. Міне сондықтан осындай өзіміздің ұлттық негізіміздің бәрін бойға жинап, соның бәрін жоғалтқанымызды түзеп реттесек, біз керемет ел боламыз. Керемет ел боламыз. Алланың берген байлығы, жер байлығы осы қазаққа асырауға жетеді, әлі де талай ғасырлар ұрпақтан ұрпаққа жетеді. Тек біз соны соларға мүмкіндігіміз болғанша соларға мұра қылып, тек жақсы жағын қалдыруымыз керек. Мен сол кітапта осы жағын қарасаңыз, кітаптың сіз аласыз көп нәрсені сөйледім, жазған осы туралы. Сонда біз не қалдырып кеттік? Сонда біздің ел ұрпақ не айтады? Осындай коррупциялық ел қалдырып кеттік деп бізге соған олар рахмет айта ма? Солар біз соларға түзеп алады дейміз болашақ. Қалай түзеп алады олар, егер біз бәрін осындай жасап кетсек? Сондықтан соны реттеу үшін сол кітаптарды, сондай жазылған нәрселерді оқу керек. Содан кішкене түйіннен, 9 ауыз сөздің толықтай түйіні бар дейді ғой. Соның түйіннің не екенін түсіне білу керек. Әшейін түсінбей қалай болса солай оқып, шеттен оқып тастайтын кітаптың керек жоқ, ешкім оқымау керек, не керек жоқ. Әңгімемен ол емес, бірақ мен ойымды жазғаным ғой, соны ойым мен қазір айтарым да сол. Сондықтан да ең негізі сол, еліміз аман болсын. Қазақ халқы, баяғы мың өліп мың тірілген қазақ бұл қиындықтан да өтеді деп ойлаймын, жеңеді деп. Өзінен өзі шешіледі. Халықтың көз жасы өзінен өзі шешеді. Мен оған 100% сенемін. Себебі осында қиындықтың бәрі бір күн өзіне жарады. Айтсам, кім ойлады мұны Совет үкіметі құлайды деп? Кім ойлады? Или одан бұрын қарап өлетсе жаңағы ненің кезіндегі 16-шы жылғы деп өлетсе, кешегі мына жағдай кім ойлаған? Сондықтан бүгін де солай. Біз ертең білмейміз кімнің қайда болатынын. Өзінен өзі солай болады. Себебі оның бәрін өзі реттейтін бір күш бар. Ол біз білмейміз. Мен оны Құдай ма, Алла ма, ол бір жаратушы өзі. Сіз шынымен де қазақ киелі халық деп сенесіз ғой? Сенем. Біз әлі де жоғалтқанымыз жоқ сол киелігімізді. Біріміз білмесек, әсіресе сіз ауылдағы апалардың, үлкен кісілермен сіз әңгімелесіңіз, қандай дана сөздер, дана ақылдың бәрі сол тұнып тұрған, осы бойға тұмар болатын ақылды сөздердің бәрі сол жақта жатыр. Біз оларға немқұрайды қараймыз, менсінбейміз. Біз ойлаймыз, ой, негізінде солай ғой, сөйтіп сол даналықпен өспедік па біз? Мен өзім, мысалы үшін, мен өзім үшін жауаптымын, мен өзіме. Әр адам өз өміріне өзі жауапты, мен де жауаптымын. Мен бір күн өмір сүрсем де сол өзім үшін өмір сүремін. Сондықтан мен спортпен айналысамын, өзімді өзім отырмын. Қазір мен енді жұмыссызбын. Менің ешқандай жұмыс сияқты нем жоқ, өзім. Сол сөйтіп, соның бәрі. Әлбетте адам отырған екен көп ойланасың. Мен шынын айтқанда, мен Ғазизбен де өткен жол кездестім, кітап жазған кезде. Ғазиз келді, осы жерге шақырды, мен табылмай жүр едім. Сол жерде бір жер бар ғой, анау баяғы біздің бақылау палатасын жасаған кездегі. Сондағы кейбір детальдарды уточнить етейін деп, не қылайын деп шақырдым. Менде соның берген сол кездегі 6 протоколы бар, жаңағы тексергендегі.
коррупцияның ең басты сол 92 жылы басталған өзі. Терещенко мырзаның уақытысында. Қойын костюмін ашып қойып отырған ғой, мына жақта салып, господин Терещенко дүйін салып кетті ғой. Оны біз отырып алып мақтаймыз. Ой, айналайын Терещенко деп. Бірақ коррупцияның басталған кезі сол Терещенконың уақытысы. Сол кездегі осы Алдамжаровтың жоғарғы кеңестегі сөзі деген жарып жүрді ғой бәрі. Бәленің бәрі содан басталды содан. Ол айтпай қою керек еді. Содан бәрі ойлады, мыналармен біз құрдымға кетеміз. Құрдымға кетеді екенбіз, бұлар бізді байытпайды екен бізді. Содан басталды, қуғын да басталды, тарау да басталды, бәрі де басталды. Ол туралы менің де өзіме байланысты да сөзім бар. Министр болып жүргендегі Астанамен байланыстырып айтқан сөзім бар. Сіз оқысаңыз да түсінесіз. Мен де сөйтіп ойлайды, бұл иттің баласымен күн көргізбейді екен деп. Себебі $4,5 миллион станогын 45 миллионға алып жатыр да. Мен соған түзету салам деп нетіп едім. Сен көңілі олар түсінген ғой. Құрметті көрермендер, менің жазушыларым, достарым, бүгін Амалбек ағамен біраз сөйлестік, әңгімелестік. Өте пайдалы болды. Мен үшін де өте пайдалы, сіздер үшін де пайдалы болады деп ойлаймын. Аға, сізге денсаулық тілеймін. Жасыңызға жас қосылсын. Рахмет. Бақытты болыңыз, бала шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Бұл біздің бірінші кездесуіміз және соңғы кездесуіміз емес деп ойлаймын, сенемін. Ары қарай осылай сұхбат, әңгіме жалғастырып отырсақ жақсы болып кетеді. Рахмет, оған айналайын. Өзіңе де табыс тілеймін. Мен сенің біраз мәселелеріңді оқыдым. Міне жас болсаң да осы халыққа қызмет істеп жүрген азаматтардың бірісің. Денсаулық болсын, еш уақытта мойыма шегінбе. Біз біргеміз, қазақшалап айтқанда біз қай кезде болса да қолдауға дайынбыз, айналайын. Осы бақытта жүруге халыққа өздерің сияқты ақты ақ, қараны қара деп ажырата білетін жастар керек, азаматтар. Оны жасайтын да сендер. Жаңа өзің айтқан болашақтың жаңа фундаментін құятын, соның негізін құятын сол сендерсіңдер. Басқа ешкім істемейді оны келіп біреуге. Рахмет, аман болыңдар.